сұхбат бергеннен кейін де мен дайындалдым, бұл мені тағы да қараладың деп сотқа береді, бірақ мен барлық дәлелмен барамын сотқа деп сондай оймен бердім. Сұхбат берген қызға бір қысым көрсетілді ма, айғаным мен өшіруіме тура келді деп ол қыз айтты. Неге маған тыныштық бермейді, түйгенім ажырасқаннан кейін ол адамға бір әйел заты керек емес екенін түсіндім. Асхат Садырбай кезінде Ерке Есмаханға үйленді, орталарында ұл бар. Бірінші некесінен ұлға Мүслім, есімі қателеспесем, үлкен ұлымен тұңғышымен қалай араласады? Райым мен Ерке әлі жарыққа шықпай тұрған, ол жарияламай тұрған кезінде біз Алматыда Мүслім мен Зейінді кездестірдік. Менің білуімше енді тағы да үйленді Асхат, енді сөздің ашығы үшінші әйелі және тағы да балалы болды. Яғни осы уақытқа дейін қазірдің өзінде алимент мөлшері 20 мың теңге. Онда бірден автоматты түрде қылмыстық кодексінің 139 бап деген бар, 2 жылға бас бостандығынан айыру жазасын қарастырылған. Еркеде сұхбат берген кезде, алтын далбал деген кезде, бұл кісі сөйтіп тартып алады екен деген оймен, кейін сол үйді де қуып жіберді ғой, сенің үйің емес, бұлар біздің үй деп мамасы екеу кәдімгідей баламыз екеумізді далаға қуып жіберді. Көзімнің қатты бір ұрылу, әшейін жай бір қолдан жұдырық емес, қатты затымен ұрған кезде көздің ішін бәрі жаңағыдай мына жерде жазылып тұр, гематома, контузия, көздің қанталау, көздің ішіне ол өзінің аяқ киіммен, қыстық етігімен аяқ киіммен ұрды. Қайырлы күн, құрметті көрермен, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Біз әдеттегідей назарларыңызға кезекті эксклюзивті сұхбатымызды ұсынуға дайынбыз. Бүгін менде қонақта Айғаным Болатқызы. Қайырлы күн. Сәлеметсіз бе? Қалыңыз қалай? Жақсы, шүкір. Аман есенсіз бе? Жақсы, аман есен. Өзіңіз қалыңыз қалай? Шүкір, жақсы, рахмет. Сұхбатқа келіскеніңізге көп рахмет. Енді қазір көбісі сізді сұхбат бергеннен кейін Асхат Садырбайдың бұрынғы жары деп танып қалды. Қателеспесем, былтырғы жылдың желтоқсан айында сіз үлкен сұхбат берген болатынсыз. Жалпы отбасылық өміріңіз туралы, басыңыздан өткен жағдайлар туралы. Қазір қандай деңгейде болып жатыр іс? Себебі сіз сұхбат бергеннен кейін Асхатта үндемей қалған жоқ. Асхат өзінің инстаграмдағы парақшасына жазған болатын. Қазір 2 адвокатты жалдадым. Қазір қандай болып жатыр жаңалықтарыңыз? Бізде басынан айта келе, негізі біз Асхатпен 2020 жылы ажырасып кеткеннен кейін бізде бала соты болды, үлкен сот болды. Ол кезде ол баланы менен тартып аламын деп үлкен сотпен, сот арқылы баланы өзіме алған болатынмын. Одан кейін уақыт тынышталған соң 2021-де тағы бір Таразда сот болады, ол баланы көру тәртібі деген сот. Сол сот баланың 6 жасқа дейін екен. Бұл соңғы осы соты 2024-те қайтан берді. Мен ол кезде тынышталып қалды. 2021, 22, 23-те тынышталып, бұл балаға көру тәртібімен келіп, баланы өз еркімен ешқандай қарсылығы жоқ, баланы көріп, қыдыртып жүрген уақытында бұл тұтқиылдан келген маған бір соққы болды. 2024-те тағы сотқа берді ол мені. Маған айтпай, баланы өзі көріп жүр, бірақ сотқа өзі сәйкес емес, тірлігі істеп жатқан. Сол сот маған қайтадан 2020-дағы болған оқиғаның барлығы есіме түсірді. Оңай болған жоқ. Сотта екі өзінің өкілін жалдап, сондай кіріскеннен кейін менде баланы бұл тартып алама деген бір үрей болды. Бірақ ол баланы көру тәртібі деген 2021-де соңғы сот болған. Сол соттың ескірген деп, бала қазір 8-де деп 2024-те қайтадан сотқа береді. Маған айтпай, ешқандай маған бір ескерту келеді ғой, бір ай бұрын. Ол ескертілмейді де сотта. 4 күннен кейін маған WhatsApp-тан келеді. Сол бір қатты соққы болып, қайтадан сол бұрынғы адвокатты жалдап, сондай шығынға батырып, жұмысыма да кедергі болып, баланы қыдыртатын уақыты, мектепке баратын уақыты, осы бұл июль айында беріп отыр, шілде айында. Сөйтіп, бала келеді менің қасымда Алматыда қыдырып жүргенде, біз баламен уақытты өткізудің орнына мен баланы қолымды жетектеп жүріп, адвокатқа, сотқа барып жүрдік. Бұл жерде ол баланы мүлде ойлап тұрған жоқ. Ал өзара келісуге болмады ма, мысалы, баламен қалай қашан кездесуге болатындығы туралы? Асхатқа негізі мүлде бала жағынан шектеу жоқ. Меркі бойынша соңғы сотта баланы меркеден көріп тұрады дегенмен, өйткені себебі бала меркеде оқитын болған соң, ол ары бері үлкен басқа жаққа алып кету оған балаға ыңғайсыз болатын, баланың жасын ескере отырып, сот солай шешіп берген еді. Енді ол бұл баланың жасы 6 жасқа дейінгі сот шешімі мен өзгертемін, мен баланы Шымкентке басқа жаққа алып кетемін деп сол мәселе бойынша берді. Біз енді бала әлі өзінің толыққанды несіне келген жоқ, кіші баланың жасын ескеріп,
өсіп қалған кезінде Алматыға да еркін алып келіп жүрген кезде мен жоқ Шымкентке алып кетемін деп. Оған біз бала өсіп қалғаннан кейін оған әсер етеді ғой. Өзінің қазір естіп жатырмыз, отбасылы болған, өзінің отбасы бар, онан соң бала оны қалай қабылдайды? Баланың санасына, баланың өсіп жатқан жаңа несін, баланың мүддесін жаңа қалай психикасын ойлаған жоқ. Өзі жаңа сотқа берген өзінің несі бойынша сәйкес келмейді. Ісі, өзінің соттағы сөзі, іс-әрекеті мүлде келмейді. Мені баланы көрсетпейді, баланы бұл тастап кеткен, бұл қалада жүр деп. Осы уақытқа дейін мен баланы соттан 2020-да алғаннан кейін 2 жыл баланың қасында болдым. Қандай мектепке беру керек баланың толыққанды, енді осы уақытқа дейін баланы жақсы мектепке беру үшін қалаға келіп осы үй алайын деп сондай мақсатпен келдім. Онда да бір баланы тастап кету мәселе емес. Ол әрбір апта сайын бала менің қасымда. Көбіне бала әкесі қасында болмағаннан кейін мен үнемі балаға көп көңіл бөлетімін. Енді бұл басыма бірінші түсіп тұр ғой, менде бір көп бала емес, сол бір баланың қалай өсу керек, ертеңгі күні бұл баланың психологиясына әсер етпеу керек. Бала толыққанды отбасында өспегеннен кейін мен бар жағдайын жасауым керек. Біздің әрекетіміз балаға тиіп кетпесін деп барлық мәселені мен сол бала жағын ойлайтынмын. Өзінің тарапынан балаға бір құлшынысы болып жатқанын көрсеткенімен іс-әрекеті балаға ынта қойып іздеуі сәйкес келмейді. Меркі деген жолдың бойында келіп баланы көру өз еркі. Ол жерде ешкім шектеу қоймайды. Бала мектепке барып жүр, бала қандай іс-шараға қатысып жатыр, әке болып барып қатысайын деген бір екеуміз арамызда татулық бір әңгіме болмайды. Мен айтамын, оның әрекетінен ондай мүлде жоқ. Ол кейін үйленіп кеткеннен кейін біз өзіміз өзі үйленіп өзінің несін өз өмірімен болып кетсе, бізде тыныштық деп, мен бір балаға неге келмейді деп кешке дейін одан бір хабарласып, ондай тарапым жоқ мен. Өзі үндемей көріп жүр, баланы Меркеден алып кет, Алматыдан көресің. Өзі сөйтіп айтады, мен келісіп Алматыдан, Меркеден Алматыға өз алып келетін. Осы уақытқа дейін жол қатынасында машинасымен алып келіп кетіп жүретін адам. Бірақ осы тұтқиылын, осы сот болған кезде мен кәдімгідей маған стресс болды. Қайтадан бұл соттасып не мақсатпен шешкісі келіп жүр деп қатты соққы болды. Бұл өзіне бір жай қарады. Бірақ біздегі судья, жаңа шешіп жатқан адамдар, олар сотты бір онлайн шеше салатын нәрсе емес, ол жерге бізді келуімізді талап етті. Ол өзіміз сотқа, бала соты болғаннан кейін бұл жаңағы өкілдеріне тапсырылатын іс емес та. Ол жерге мен барып келіп жүрдім. Оны да шақырды, неге келмейді, бұл бала керек емес па дегендей дау болған ол сотта да. Кейін судья ауысып кеткен соң, маған ол өкілдерінің сөзі айтып отқан кезде, ол жерде мен басымнан көп сот өткеннен кейін қалай сөйлеу керек, қалай өзіңді ұстау керек дегенмен мен біраз нәрседен өттім. Көбісі білмейді ғой, үлкен бір шырылдап сол кезде баласын ажыратып, баласын алып қойыпты деген елдің арасында бар айтылып жатқан. Бірақ көп соттар, біраз процесс болғаннан кейін мен өзімді енді қыз баласы болғансың, көзге жасқа ерік бересің, жылайсың. Сондай бір немен қатты мені кішкене бір күйзеліске түсірді. Бұл жай ғой деп өзіне солай қарайтын шығар. Мен баланың анасы болғаннан кейін менде бір оңай емес. Өзім сол 2020-дағы соттан кейін өзімді енді қалыптастырып келе жатқан кезде бұл тағы да соққы болды. Сол моментте сол ашуланып барып, сол сот барысында, сот болып жатқан кездің өзінде мен барып, өзі 2020-да шыққан қыз бар, сол қыз, сіздер өздеріңіз көріп отқандай, Гүлжанат есімді қызға сұхбат бердім. Онда да сол ашуменен барып, эмоциямен беріп келдім. Бірақ ол кезде сот болып жатыр, бірақ сұхбат елге желтоқсан айында ұсынылды. Ноябрь айында, сол қараша айында жазылды, бірақ біз тоқтатып қойдық, себебі сотқа кесірі тиіп кетпесін деп. Сот біткеннен кейін барып елге жариялайсыз ғой дедім. Себебі біз екі жаққа тиіп кетпесін, сот ондай мәселені түсінбестік деп қабылдайды деп. Енді сот неге жаңа жылдан кейін 16 желтоқсанды күттік, ол мәселе тағы бір неге болып қалама деп. Сол уақытта біз өзіміз сол бір
күнді белгілеп сол күні саласыз, сол күні саламын деп өзі айтқаннан кейін ертесінде салды, жаңағы ұшақпен бірге қаптарлас қалды. Негізі таңертең салған ғой. Енді кім білсін өйтіп бізбен бірге өйтіп болады деп ойлаған жоқ, біз де ойлаған жоқпыз. Содан кейін оны жаңағы сұхбат берген қызға бір қысым көрсетілді ма, айғаны мен өшіруіме тура келді деп ол қыз айтты. Мен кәдімгідей неге олай болды, сонша біз түсірген кезде бір елге бір қорқып қалды ма, бұның сөзі рас емес па деген сияқты маған жазды, неге өшіріп тастады дегендей. Содан кейін мен ол қызды енді қай жақтан екенін білмеймін, оған қысым болған сияқты. Сол үшін маған өзімде бірінші салмас бұрын өңделмеген нұсқасын мен өзім парақшама салдым, ютубыма салып, көріңіздер, көбісі көрмеді ғой, бұл қазір тағы да басынып маған бірдеңе жасап жіберер ма деп. Менің сол сұхбатты берген себебім маған бұл тыныштық берсін деген оймен бердім. Неге маған тыныштық бермейді, неге баласын ойлап, баласына көбірек көңіл бөлмейді, менде несі бар деп мен солай бердім. Білсін, осыншама елдің қатарында жүріп, бұндай азамат қарама-қайшы әрекетті, сол мәселемен бердім. Иә, сіз ютубта өзіңіздің парақшаңызға сол сұхбатты жүктеген болатынсыз. Аз уақыттың ішінде көп қаралым жинады. Қателеспесем, сол 500 миллионға жуық қаралым бар, 4000-ға жуық пікір жазған екен оқырмандар. Бірақ оған қоса сіз өзіңіздің инстаграмдағы парақшаңызға да, тиктокқа да, жалпы әлеуметтік желіге тағы да өзіңіздің видео жүктеген болатынсыз. Иә, үндеу ретінде маған көмек керек, мен қолымнан қазір ештеңе келіп жатқан жоқ, мен өзімді әлсіз әйел ретінде сезініп тұрмын дегендей қылып келтірдіңіз. Ол кісінің тарапынан қандай да бір кісілер хабарласты ма, жоқ әлде өзі байланысқа шықты ма? Сұхбат шықты ғой енді желіге, көрді барлығы, өзі де көрген болу керек. Ол жағынан тарапынан ешкім маған хабарласып, өздерінің несін айтқан жоқ, звондаған жоқ, хабарласқан жоқ. Асхаттың өзі де біліп отыр. Мен салғаның маған тыныштық берсін деген мақсатпен салған соң, көбісі екі жаққа тарапқа бөлінді ғой. Адам бұл қалайша, бұл шындығы бар ма, рас па, өтірік па дегендей. Өзі ешқандай сұхбат берген жоқ, ешқандай пікір білдірген жоқ. Өзінің инстаграмдағы парақшасына сіздің сұхбаттан кейін, қателеспесем, сол күні ме екен, жоқ әлде ертеңгісін ба, жазды: мен 2 адвокат жалдадым, жала жабылды, мен дәлелдей аламын дегендей қылып келтірді. Бірақ кейініректе қарасам, 2-3 күннен кейін бе екен, ол жазбаны өшіріп тастады. Неге деп ойлайсыз? Бұл жерде көбіне негізі бала соты кезінде, осы жаңа артқа бұрылсам, 2020 жылдан бері балаға жете алмай жүрген кезде арасында бір кішігірім соттар болып жүрді. Әкімшілік сот, тағы басқа соттарға мені қаралау үшін, баланы қайтсем де алып алу үшін бұл сотқа көбіне өзінің арызын тастағанды көп жөн көреді, тастап жүретін. Бұл әр нәрседен өзінің пайдасы үшін сотқа бере бергеннен кейін, мен оны сұхбат бергеннен кейін де мен дайындалдым, бұл мені тағы да қараладың деп сотқа береді. Бірақ мен барлық дәлелмен барамын сотқа деп сондай оймен бердім. Неге ол мені басына береді? Неге үндемеген сайын осы басына береді, басын деген мақсатпен солай бердім, білсін халық деп. Бұл одан сұхбаттан кейін мен тағы да қорықтым. Бұл жаңа сотқа тағы да сотқа беріп, мен шамам жетпейтін шығар, себебі мен сот кезінде өзім жұмысыма кедергі болып, жаңа өзімнің ол балаға, бұл жерде баланың мәселесі болғаннан кейін, біз болмашы бір соттар сияқты да баланың ешқайсы баланы ойлап жатқан жоқ. Енді мен де сол баланы қорғау үшін адвокатқа да жаңа қаражатыменен сондай бір мені шығынға ұшыратып отыр. Сол себептен мен үндеуді жасадым. Ертеңгі күні тағы да маған басынып әрекеттерін жасап жүрмесін деген мақсатпен мен солай үндеуді салдым, чтобы ешкім көрмеді ғой, көрсін. Неге бұл осындай нәрседе қалыс қалады? Осындай менің басымда бұл енді бала сотын ғана айтып жатырмыз, оға дейінгі зорлық зомбылығы, мені жаңа мазақтап видеоға түсіргенін барлығын осы қалыс қалмасыншы, елге осы бір сабақ болсыншы деген әрекетпен қаншама қыз келіншектер маған жазып жатқандары да бар. Солар мәселесімен бәрін қозғап айтамын деген оймен берген болатым. Енді соңында осы үндеу бергенім, бұл міндетті түрде арыз, әр нәрсе болсын арызды жаза береді.
мен міндетті түрде береді деп ойладым. Бірақ ол қандай жақтан келетінін білмеймін. Жаудың тұтқиылдан келіп отқанын маған талай, ол маған ескертпейді ғой, мен осы сотқа беретін едім, сен айған келді ма деп айтпайтын ешқашанда. Бір жаңа айтылмай үн-түнсіз беретін адам. Содан кейін бұл мүмкін оған айтқан шығар, дауласпа, жаңа өзің ақылың бар, ол әйелмен әйел болма деп айтқан шығар, кім айтса да. Адвокат та өзін қорғау үшін айтты деп ойлаймын. Қазір енді бір сот осы уақыттан қазір бір айдай өтіп қапты. Негізі соттың несі келуі бір айдан кейін келеді негізі. Яғни желтоқсан жоқ, сотқа беру ма, жоқ әлде желтоқсан айында соты ма? Осы бір шум болды ғой, жаңа барлық жақта бергеннен кейін ол қайтадан өзін қорғап бермек қой. Бірақ ешқандай маған неден соттан қағаз келген жоқ осы уақытқа дейін. Ал желтоқсан айында болған сот немен шешілді? Бұл ноябрьдің несінде бітті. Біз осы желтоқсан айын күттік. Ол жерде баланы жаңа орысша айтқанда частично дейді ғой. Бұл жаңа баланы мен алып кетемін, өзімнің тұрғылықты жерімде анасынсыз өзім қасымда алып жүремін дегендей. Енді өзі қасында алып жүргені бар. Бұл Шымкент өңіріне алып кетемін. Өзі Астана тіркелген, Астанаға алып кетемін деген бұл жерде сол мәселе. Енді ол жерде ойлаңыз, енді сотта кәдімгідей сені қаралап айтқан кезде сен соның бәрі үндемей тыңдап отырып, менің де жүйкеме әсер етеді. Бірақ сот былай қарап айтты. Екеумізге де ортақ қылып, сенің де жаңа ұсынған нәрселерің біреуін орындаймыз. Бірақ баланың по желанию деп айтады ғой, баланың өз еркімен, баланың қалауы бойынша баратын болса деп. Солай шешті. Менде бір қарсылық жоқ еді. Тек жаңа өзі басқа жаққа Шымкент өңіріне неге алып кетеді? Өзі сол жақта тіркелмеген, өзінің Астана бойынша тіркелген. Астанаға жаз уақытында болса өзіміз келісетіміз, бір барса жіберемін деген сияқты. Бірақ мен ол баланың өзін жібере салатындай, әлі кішкентай ғой бала, оңтүстіктен солтүстікке бару үшін баланы самолетке салып жібермеймін. Сондай мәселеде кішкене екеумізде бір не болатында, баланың өзін салып жібер дегендей. Мен өзім қарап жүремін дегендей. Оған мен қарсылық болмайтын. Сотта да шетелге апаратын болсаң, шетелге алып бар. Менде бір көрмейсің, балам сөйлеспейсің деген тема жоқ. Өзінің жаңа енді түсінік нәрсе ғой, үйленіп кеткеннен кейін қатты балаға не істемедім. Бірақ баланың көңілін ойласа, маған айтпай-ақ, баланың мектебін ауыстырып, баланың жағдайын жасайтын еді. Бірақ оның тарапынан ештеңе жасалып жатқан жоқ. Егер бір бала деген кезде, былай жебе-жемге келген кезде балаға бір көмектесіп жатқан жоқ. Естуімше жаңа өзінің жағдайын жасап, сондай жасап жүреді, бірақ бала тарапынан ондай бір бала үшін мен не істедім дегенде бір үлкен нәрсе жоқ. Мектебін ауыстырып, мен осы мектепті балаға өзімнің қатарымдағындай оқып жүрсінші деген, мен сен не қылмасаң да мен өзім ауыстырам, мектепті жақсы мектепке берейін деген оның тарапынан жоқ. Өзінің үлкен бір әрекеті жоқ көрінбегеннен кейін менде бір баланы жаңа Шымкентке ұзақ уақытқа бере алмаймын. Өйткені бала өсіп қалған соң, бізде өскеннен кейін баламның үйі қайда? Соттың өзі солай шешкен болатын. Баламның үйі қайда дегенде екі жақты болмасын, бала бір жақты өссін деген мақсатпен бізге маған шешіп берген болатын. Енді бір енді біз осы салада жүргеннен кейін, жалпы мен көбінесе шоу-бизнес өкілдерімен араласып сұхбат жазатын болғаннан кейін, сіздің сұхбатыңызды көрдім. Себебі енді Асхат Садырбаймен былай қатты жақын араласамыз деген әңгіме жоқ. Әріптес ретінде бір көрісіп қалатын жерлеріміз бар. Мықты маман, журналист екенін мойындау керек. Бірақ енді отбасылық өмірде қандай күйеу болды сізге, қандай жар болды, қандай әке өзіңізден жақсы ешкім білмейді ғой. Сондықтан осы жерде бірден айта кетейін, көрерменге де түсінікті болу үшін, Айғанымның жеке парақшасына, Инстаграмға мен өзім жазған болатынмын. Сізге қандай да бір көмек қажет болса айтыңыз. Бұл жерде менің көздегенім сұхбат жазу, жаңа халыққа көрсету емес, жаңа қаралым жинау емес. Енді әйел адам әйелді түсінеді деген сияқты, қандай да бір көмегім қажет болса, мүмкін бір адвокатпен байланыстырып деген секілді сөйтіп хабарласқан болатынмын. Сұхбат егер де қажет болса жазылар, қажет болмаса ары қарай енді өзіңіз шешерсіз, жұмысыңыз ары қарай жүре берсін деген мақсатпен хабарластым. Оны келістіңіз. Бүгін енді сізге айтар жаңалықтарымыз бар. Алла қаласа сұхбаттың екінші бөлімінде біздің қатарымызға мықты адвокат Тілеужан мырза қосылатын болады. Қандай көмек көрсетіліп жатыр, жалпы не істей аламыз деген секілді. Бұл жерде Айғанымды біз
біз мысал ретінде келтіріп жатырмыз. Мінекей осындай жағдай бар. Көптеген қазақстандық қыз-келіншектердің басынан өтетін нәрсе, бұл Асхат Садырбай бола ма, Марат бола ма, Серік бола ма, бізге бәрібір жалпы отбасында болған жағдайларды қалай шеше аламыз. Әсіресе ортада бала бар кезде алимент төлеу мәселесі, баспана мәселесі деген сияқты. Сол себепті сіздің басыңыздан өткен жағдайды көрсете отыра, көп қыз-келіншекке пайдалы ақпаратты да көрсеткіміз келеді. Оны енді сәлден кейін тоқтайтын боламыз. Енді Асхатпен сіздер заңды некеде қанша жыл болдыңыздар? Біз 2015 жылы күз айында 15 қазанда біз заңды некеге тұрдық. Кәдімгідей тойымыз болды. Барлығы өз орнымен 2015 жылы біз заңды некеге тұрдық. Одан кейін ол үлкен бір аварияға ұшырады. Одан кейін мен баламды айы күні жетіп, баламды босандым. Одан кейін бізде көбісі сұхбаттың өзінде көп, бір алдындағы сұхбатта информация көп айтқан соң мен миым шатысып кетіп жатты. Ел неге ойы тиянақты емес деп. Ол оңай болған жоқ. Соның бәрін еске түсіріп, қайтадан айтып беру ол маған бір ауыр болды десем болады. Ал енді көбісі бізде ата-аналарымыз үлкен жол апатына түскеннен кейін бізде кикілжіңнің бәрі сол деп ойлады. Осының миына тыныштық керек шығар деп анам менің соның алдына жығып беретін. Ол кезде бізде көбісі әйел не істеу керек, сөйлемеу керек, ер азаматын тыңдау керек деген мақсатта. Бірақ бұл шиеленісіп кетті. Бұл мәселе ол өзінің жол апатына түскені емес екен. Өзінің мінезі сол болғандықтан соңғы осы түйгенім ажырасқаннан кейін ол адамға бір әйел заты керек емес екен түсіндім. Балаға қайта-қайта жүгірген сайын тек бір бала әйел туып беру керек сияқты қарайтын. Отбасылықта біз мүмкін ол өзінің саласына мықты шығар, ал отбасыға келгенде ішкі отаны шикі болып дұрыс болмай жатқанда, бір елге айтып жатқаны маған да бір сәйкес емес та өміріме. Ондай адамды мен қабылдай алмадым. Мен өзім секілді түзу ойлайтын азамат деп ойладым. Бізде бір дұрыс болған жоқ қой, ешқандай күліп өмір сүру. Менің арманымда қалды оның бәрі. Ол салып жатты ғой өзінің парақшасына, айғамның бір арманы орындалды деп. Менің ешқандай арманым орындалған жоқ. Арманыма ол балта шапты. Мен бір отбасылы болып, сол бір ер азаматтың қолын ұстап, бақытты күй кешуді ұстап қалсам деп бір 5 жылымды өткізіппін. Ал осы уақытқа дейін баланы туғаннан кейін де шиеленістер көбейген соң мен кетіп қалуым керек екен. Көзім ештеңені көрмеді ғой. Енді сіз қазір айтып жатсыз ғой, көбінесе сотқа бергендегі себебі сол бала мәселесі, өзіне алып қалу, өз қолына алғысы келіп тұр ғой баланы, менің түсінгенім бойынша, иә. Және көпшілікке де солай көрініп қалуы мүмкін Асхат шынымен де жақсы әке шығар, бұл жердегі сұмдықты шығарып жатқан айғанымның өзі шығар дегенде, иә. Жарайды, өздеріңіздің әйел ер азамат ретіндегі қарым-қатынастарыңызды талқыламайық, өйткені сіз алдында бәрін айтқан болатынсыз, қол көтеру басқасы деген сияқты. Асхат Садырбай қандай әке? Әке болып, негізі балаға қараса жақсы қарайды. Оны анам да айтатын. Бір Асхаттың барлық жері минус болса да, бала жағын жақсы қарайды. Ол қарайды. Балаға кәдімгідей ауырып қалса дәрісін де алып, менімен бірге жүгіріп жүреді. Киіндірсе жақсы киіндіріп, солай қарайды. Әке болып жақсы қарайды. Бірақ әкемен өзі тұйық мінез болғанмен, баламен мен өзімдей салыстырып көретін шығармын. Ана болған соң мен күліп баламен, біз ойнап баламен бала болып кетем. Ол жағынан ол өзі тек өзінің тиянақты болып, балаға киіндіріп, сырт көзге әке болып жақсы қарайды. Ол жағынан ол жағы бір плюсы бар. Бірақ менің орныма ана болам деп жүгіріп жүрген секілді да, әке болып орында қал. Әке болып мектебіне қатыс, іс-шарасына бала әрқашан іздейді. Ондай тарап болмағаннан кейін мен өзім жүгіріп жүріп, сондай екеумізде сондай не болды. Ол бірақ сот қайта-қайта баланы алып қоям деген соң менің көзіме ер азамат емес, әйел болып менің орныма ана болайын деп жатсың ба деген солай көрінеді да көзіме. Сұхбатта да сөйтіп тие кеттім. Сен әке болып қал. Әке болып баланың мектебін жаса. Әке болып баланың басында өзінің айтқан үй әперіп жағдайын жаса. Ондай үлкен нәрсе болмағаннан кейін бір баланы менен тартып алу әрекеті ғой. Тартып алып, баланы мен өзім
тәрбиелеймін, сен тәрбиелеме деген сондай жағы дұрыс болмады. Негізі сол жағынан дұрыс жасаса болар еді. Ал енді мынандай сұрақ, мүмкін сіздердің отбасыларыңызға, сіздің ұлыңызға келген кезде сондай шығар. Бұл Ерке Есмаханның бұрынғы жолдасы ғой енді. Асхат Садырбай кезінде Ерке Есмаханға үйленді, орталарында ұл бар. Бірінші некесінен ұлға Мүслім, есімі қателеспесем, үлкен ұлымен, тұңғышымен қалай араласады? Сіз де мысалы тұрмысқа шыққан кезде білдіңіз ғой енді, ұлы бар, сол кезде де көмектесіп тұрды ма, кездесіп тұрды ма, ресми түрде мысалы бір отырыстар, кездесулер болды ма сіздерде? Осыны бір айтып кетейінші ойымды. Біз тұрмысқа шыққаннан, мен үйленіп, біздің тойымыз болғаннан кейін, ол Ерке, ол арасында екеуінде ерегіс болды ма, бір жылдай көрсетпей қойыпты баланы. Бұл ер азамат ретінде мен Асхаттың өзінің ішіне түсіп былай көрсем, ауыр тиеді. Баланы көрмеген, оның бір қасындағы адамдарға өзінің агрессиясын шашып, баласын көрмеген үшін сондайларды болу керек. Кейін мен оны түсіндім. Мен барлық адамды өзінің орнына қою арқылы сезініп, балаңыз бар, көр деп айтқаным да бар. Кейін өзімнің балам болғаннан кейін, оға дейін бір қызғаныш болмайды. Ол кезінде әр отбасыда болады, негізі бір екінші үйленген соң бір андай қызғаныш деген қалай, өзіңнің балаң қасында болған соң жаңа басқа сырттағы баласын іздегені бір сондай бір ыңғайсыз нәрсеге тудырады, неге ол қана баласына көңіл бөлмейді деген сияқты. Бірақ менде ондай бір қызғанып, бір ондай бір истерика жасау болған жоқ. Былай түсіндім, ер азаматтың сұрап алған махаббаты керек емес. Сен біздің қасымызда болсаң да, ойың сыртта болса, бізге ол керек емес. Бар, көр, балаңды көр, бізге толыққанды болып, көңілің жайланып, бізге кел деп солай ойлайтын, солай айтатынмын, айтқам. Оны мүмкін ол елемейтін шығар, қаншама біздің арамызда сөз көп болды ғой. Ол баласына барып келеді. Астанада тұрғанымызда, Астанаға Еркен өзі емес, апасынан арқылы көреді, Еркенің мамасы арқылы баланы көріп келіп жүрді. Көріп, мен былай да айтқанмын, баланы таныстырсам бізбен көрейік, Зейінмен аралассын дегендей болған. Ол кезде ол кішкентай ғой деді. Аралары қанша жас? Ол кезде мен 2012 мен 4 жас екен аралар. Ол кішкентай ғой деп айтқаны бар. Одан кейін біз осы міне 2022-де мен өзімнен рұқсат сұрады, Асхат жаңа баланы алып келді Алматыға, қыдыртайық, жаңа жылдың уақыты. Ол кезде 2022-де сол жаңа Райым мен Ерке әлі жарыққа шықпай тұрған, ол жарияламай тұрған кезінде біз Алматыда Мүслим мен Зейінді кездестірдік. Ол кезде өзім қыдыртып жүремін деді. Екеуін алып жүрді. Сол уақыттарда мен Мүслиммен таныстым. Мен қазірден балаға өзім соның барлығы ауыр, отбасыда бұл нәрсенің бәрі ауыр ғой. Мысалы мен өзім жас болып Асхаттың сол ажырасқанына қарамай, біреудің үлбіреген қызы барып, ол оңай емес та, ауыртпалығымен бірге алу. Сол уақыттан кейін мен барлығын түсініп барып қабылдап кездестірдік. Рұқсатын сұрады, кездестірді. Кездесу қалай өтті? Кездесулері өзі жеке әке болған соң қыдыртып, киноға алып барып, жаңа екеуін мультикке алып барып қыдыртып жүрді. Екінші күні тағы да қыдыртсам деп едім деді. Қайтадан қасында қонды, Зейінді бір жаңа сотта айтады ғой, мен тегі көрсетпейді, тіпті тегі баланы көре алмаймын, Еркеде қамап ұстап жатыр деген сияқты сотта айтқанмен сәйкес келмейді. Соны айтқым келеді. Ол баламен қонатын қасында, Асхаттың қасында Зейін. Сөйтіп, менің балам ол кезде 6-да, сол уақытта таныстырып, менің балам кішкене ашық қой, өзіме тартқан ба, ана баласы тұйық қой деймін, бір-бірімен бүйтіп тиісіп, ойнап, сондай нелерін айтты Асхаттың өзі. Сіз анау ұлыңыздың суреттерін әлеуметтік желіге салған кезде көпшілік айтып жатыр, екеуі өте қатты ұқсайды екен, жалпы әкесіне тартқан екен дейді да. Енді Мүслим де сіздің ұлдарыңыз жаңа Зейінде ұқсастық бар дейді бет әлпеттерінде. Ұқсайтыны бар шығар, жаңа аузының келбеті түрлері ұқсайтыны бар. Сол уақытта Зейінді мен жаңа киіндіріп алып кетейін дегенде барып Мүслиммен таныстым. Сосын қайтадан Зейінді жібердім. Сөйтіп екеуі қыдырып ойнатқан. Екеуі көрген, елдер айтып жатыр, екеуін араластырасыз ба деп, уже араластырып біз көрсетіп қойдық. Кейін енді Зейінге, енді бұл кіші болғанда да уже өсе келе қазір 8-ге келді. Мен айтып отырамын, бұл сенің бауырың, ол бірінші некесі болған, мамасы телевизордан көріп жатса, міне Ерке әнші деп мен Зейінге түсіндіріп айтамын. Ол қазірден біле берсін, ертең күні балаға бір ауыр болмасын, біздің осында үйленгеніміз ауыр болмасын деп балаға бәрін түсіндіріп айтып отырмын. Оны бала күліп қабылдайды.
Ал одан кейін, сол кездесуден кейін тағы да болды ма? Кездесу ешқандай болған жоқ. Одан кейін кездесу болған жоқ онда. Одан кейін болмады. Ал енді Асхаттың сол Муслимге көмектесу жағы, енді қазір Ерке тұрмысқа шықты, балалы болды Райым екеу, үшіншісін қазір енді күтіп отыр. Қазір байланыс қалай оларда? Олардың арасының байланысын мен ашық білмеймін. Енді екеуінің арасы ғой. Мен Сол енді ұлға көмектесу жағы. Көмектесу жағынан сотта айтылады ғой, олға дейін ашық айтпайды Асхат, бірақ сот барысында мен балаға көмектесесіз бе, алимент төлейсіз бе деді, жоқ, төлемеймін деді. Бұл тек менің балама ғана жаңа төленетін мәселе бойынша сол қарастырылды. Мен сол кезде білдім, сот барысында шындығын айтатын болсын, ол төлемейді. Бірақ көріп көмектесіп тұратын шығар, мен ол жағына білмеймін, бірақ алиментті заң түрде төлемейді. Ал сіздер отбасы болған кезде сізден ешқандай сұрақ туындаған жоқ па? Сол бірінші ұлыңа көмектесіп жатсың ба, ақша беріп жатсың ба деген секілді. Ол жағын Асхат енді ашып айтпайды ғой. Мен өзім одан 6 жас кіші болған соң ондай сөздерді айтпайды екен, бірақ басында үйленген кезімізде суреттерін көрейінші деп телефоннан көргенім бар. Одан кейін біз мәселені қозғай бермейді. Ол бала әлі кішкентай деген сияқты. Яғни бірінші ұлына, тұңғышына, Муслимге ешқандай алимент төлемеді. Сол кезде төлемеді, қазір енді білмейміз. Қазір де төлемейді. Себебі сот кезінде айтылады ғой, қанша бала төлеп жатсың, балаларың нешеу деген сияқты сұрайды. Менің білуімше енді тағы да үйленді Асхат, енді сөздің ашығы, үшінші әйелі, және тағы да балалы болды. Қыз бұл жолы, қыз дүниеге келді. Бірге тұрып жатыр ма, некеде ма олар ресми түрде? Оны сұрап жатқан себебім алимент тақырыбына әлде тоқталамыз ғой қазір. Естуімше 2000 қай жыл екенін білмедім, бірақ 2021-де біз тұрған үйде уже әйелін алып кеп сол жерде тұрып жатыр. Заңды түрде некеге тұрған деп естідім. Мен көп ақпараттарды естідім, бірақ өздерінің арасындағы өзі бақытты болып тұрсын, неге тыныштық маған бермеді деген мәселе кезінде мен барлық жаңа ақпараттарды іздеп, біліп, қызының жасы бірге толғанын көріп, суреттерінде көрдім, бірге тұрып жатыр. Бірақ қандай болып жатқанын білмеймін, но бірақ бірге тұрып жатыр. Бір қыздары бар арада. Енді осы уақытқа дейін қанша жыл өтті ғой сіздердің ажырасқандарыңызға, неше рет сізді сотқа сүйреді? Және де өзі ғана берді ма сотқа, жоқ әлде сіз де шағымдандыңыз ба өз тарапыңыздан? Мен осы ажырасқалы бері тек қана соның тарапынан болады. Сотқа сүйрейді де тұрады мені, болды тыныштық деп. Ол кездің өзінде де мүмкін ашумен мен беріп тастасам болатын еді. 2021-де сол кезде жаңадан пісіп тұрған ашуым бар, баланы тартып алған кезі бар. Сол кезде де сұхбат бермей, тыныштықпен қоя салдым. Осымен бір соттасып жүрмейін деп, сен маған осындай моральный ущерб, өмірің бәрін құрттың деп те сотқа берген жоқпын. Тыныштық болсын. Соның тарапында баланы аламай Астанаға барған кездің өзінде, анау жаңа мамасы екеуі өзіміздің мен тұрған жерге құда кеп тұр, менің әкем оны кіргізбей, мені кіргізбей, баланы көрсетпей қойған кездің өзінде екі участковый адамдар келіп тұрса да, менің сыртынан тағы да сотқа әкімшілік сот беріп тастаған. Мен мамамның аяғынан теуіп кетті деген секілді. Мені қаралап, жаман тәртібі деген мәселемен берді деп ойлаймын. Сондай соттың арасында тағы бір әкімшілік бола ма, құқық бұзушылық деген сияқты соттарды меркінің өзіне келіп, мамасы екеуі жұлқынып беріп кеткен кездері бар. Оны санына жете алмаймыз. Тағы да бір, сонда мен оны бермеймін. Мен соны жауапкер болып тартыламын. Ол ана талапкер болады да, мен жауапкер болып қайта тартыламын. Сондай мәселе кезінде бір дауды қаламағам, бірақ 3-4 сот болды. Осы 2020-ның үлкен сотынан кейін тағы да 5-6 сот қой сол, бірақ қазір нақтысын білмеймін. Сондай соттар болады. Былтыр енді сіз үлкен сұхбат бердіңіз, сол жерде біраз дүниелер айтылды, жаңағыдай өзіңіздің жеке өміріңіз туралы, арақатынас туралы, бала туралы. Енді бүгінгі сұхбатымызда жай сөз болмасын деп, бүгінгі кездесуге адвокатты шақырған болатынбыз. Өзіңізге де мен айтқан болатынмын, сол кісі сізге көмек көрсетем, қолдау көрсетем деп, жалпы қажет болатын болса, сіз өзіңіз шағымданатын болсаңыз, алимент мәселесі ме, баспана мәселесі ме, енді сол кісі қолдан келгенше көмектесуге тырысам деді. Сол себепті жаңа сіздің алдыңызда біраз құжаттар да бар. Себебі жай сөз ғана емес, факт бойынша сөйлейік дедік, заң тілімен ол кісі сөйлесін, көмектесін деген мақсатпен. Енді сұхбатымыздың екінші бөлімінде адвокат мырза қосылатын болады, және осы жерде тұрмысқа шығайын деп жатқан қыздар, я болмаса өзінің жолдасымен арақатынасы дұрыс емес, ажырасуға дайындық
дайындалып жатқан қыз келіншектер болса, я болмаса ажырасқаннан кейін өзінің баласын, баспанасын ойлап жүрген әйелдер болатын болса, міндетті түрде сұхбаттың екінші бөлімін көріңіздер, себебі әйел құқығы және әйел адамы өзін қалай қорғай алады, баласын қалай қорғай алады деген секілді сұрақтарға біз адвокатпен бірге жауап беретін боламыз. Біздің қатарымызға еліміздің ең мықты мамандардың бірі қосылды. Адвокат Тілеужан Кішкенебаев, қош келдіңіз. Қош көрдік. Көргенімізге өте қуаныштымыз. Сұхбатқа келіскеніңізге рахмет, және Айғаным ханымға көмек көрсетем деп келіскеніңізге де көп рахмет. Енді бұл сұхбат жазылмастан бұрын біз бірнеше рет кездескен болатынбыз, таныстырдық сізбен Айғаным ханымды. Қазір енді сотқа құжаттарды дайындап жатырмыз деп естіген болатынмын. Қандай сот, қандай шағымдар бар Айғаным ханымның атынан? Енді Айғаным ханым бізге келді, өзінің бұрынғы жұбайының алименттің алып жүрген, ажырасқанын, ортақ балалардың бар екенін айтты. Сосын бұрындарда бір соттары болған екен, неке бұзу соты болған, балалардың тұрғылықты жерін анықтау соттары болған. Мен соның барлығы іс материал зерттеп шықтым, шешімдерін таныстым. Соттың шешімімен балалардың тұрғылықты жері анасымен анықталған екен сотпен. Одан кейін алимент өндіру туралы, неке бұзу туралы шешімдерін көрдім. Енді мен көрген нәрсе, мына жерде алимент өндіру туралы соттың бұйрығы шыққанымен, бірақ алименттің мөлшерін өте төменгі жалақы мөлшерін көрсеткен екен. Бұл енді борышкердің бұл құйтырқы әрекеті деп айтқым келеді, сот орындаушы арқылы өздерінің алименттің мөлшерін аз көрсету мақсатында. Бұл енді жаңағы ең төменгі жалақы көрсету деген ол былай айтқанда ұят нәрсе, өйткені ол біз енді ол Асхат журналисті біз танимыз, білеміз, елге де белгілі көптеген жобалардың жүргізіп жүрген маман ретінде, бірақ оның сондай ең төменгі жалақы алады дегенге оны ешкім сенбейді. Бірақ енді бұл жерде көп жағдайда борышкерлер алиментті аз төлеу үшін жалақысын төмен көрсетеді. Ол енді былай айтқанда өзінің баласына келген, ұрпағына келгенде өйтіп істеу, ол ұят нәрсе деп айтқым келеді. Азаматтық парызы, ол адам баланы дүниеге әкелгеннен кейін оны өсіру керек, жеткізу керек, жақсы білім алу керек, жақсы ішіп жеу керек деген сияқты бала. Сондайға келгенде ол мынандай сараңдық танытып отыр, бірақ ол ақша қазір уақытта я балаға жетпейді, я оның жүріп тұруына жетпейді, я оның қосымша білімдер алуына жетпейді, қосымша үйірмелер қатысайын оған жетпейді деген сияқты. Сонда ол қандай мақсатта осындай әрекет жасап отқанын мен түсінбедім. Өйткені көп жағдайда борышкерлер алиментке келгенде бұрынғы жұбайына ерегісу арқылы жалақысын сондай төмен қылып көрсетеді, балаларды ұмытып кетеді. Ол негізі дұрыс емес. Баланың ешқандай жазығы жоқ, кінәсі жоқ. Бала тиісті толыққанды білімін алу керек, толыққанды қатысатын үйірмелеріне қатысу керек, қосымша сабақ пәндерге қатысу керек деген сияқты. Сондықтан мен енді осы тұрғыда қарадым, бірақ көп шикіліктер мен байқадым. Тағы қосымша сот орындаушыға толық ақпараттар алу үшін хаттар жолдадым. Хаттың маған жауабын алғаннан кейін тағы да анықтай жатамын. Ол алименттің мөлшері неге ондай төменгі, басқа да табыс көздері бар, неге оны анықтамасқа, неге анықталмаған, ол бойынша неге алименттер өндірілмеген, ол бойынша көбейтілмеген алименттің мөлшері деген сияқты сұрақтарға жауап алу үшін біз арнайы сұраныс жібердік. Міндетті түрде оның жауабын алғаннан кейін қосымша осығанда келіп тоқталатын боламыз. Жақсы, енді сандар сөйлесін. Айғаным ханым, сіздер қай жылы ажырастыңыздар және алимент төлеу үшін өзіңіз құжаттарды тапсырған болатынсыз? Қай уақыттан бері Асхат өзінің баласына алимент төлеп жатыр және қандай мөлшерде? Біз 2020 жылы заңды түрде ажырасып кеттік. Ажырасқаннан кейін заңды түрде ол кездегі адвокат заңды түрде алиментке берді. Как приказ не бойынша шешімді приказ берді. Бірақ 2020 мен өзім бүгін осы алдында дайындап документті 2022-ден басталып төленген екен. Мен оның баланың қасында меркеде болған соң мен бір неге аз төлеп жатсың, неге осындай деген сұрақ болмады. Себебі оның алдында үлкен баланы тартып аламын дегеннен кейін балам қолыма келді, оның ақшасы болсын, қанша төлеп жатыр дегенге мен мән беріп, ол үшін дауласпаппын. 2022-ден бастап заңды түрде 20 мыңнан бастап төлеген, 20 мың,
кейін балаға жаңа үй аламын деп қалаға келгеннен кейін одан сұрай бастадым, жаңағы алиментті неге осылай төлейсің, осындай дұрыстап төлесең болар еді деп. Оның бар ойы алиментті алып таста, мен саған 100 мың төлейін, былай жасайын, бала үшін жағдай жасайды деп аузымен әдемілеп гүлдеп маған солай сөз беретін, бірақ ешқандай сөз өзінің іс-әрекетіме сәйкес келмейді. Мен жаңа алименттің осынша уақыт қанша төлегендерін барлығын жиыстырып қарасам, 20 мыңнан аспаған, 20 мың, бір кездері бір компанияға орналасқаннан кейін ол бір 4-5 рет, бір 75-115 қана төлеген екен. Онда да бір алимент алып таста деген ол өзінен алимент алып таста деген бар ойы соны. Сен өзің бала үшін ешқандай бір үлкен нәрсе жасамадың, қалай алып тастаймын, саған қалай сенемін, сен өзің баланы алып қашып жүрдің, қалай сенемін, қанша төлесең де сол тұра берсін, алмаймын деген. Сол бір ерекісі бар, бала үшін осы жаңағы алименттің аз мөлшерде төлеп отырады. Яғни осы уақытқа дейін қазірдің өзінде алимент мөлшері 20 мың теңге. Қазір алименттің соңғысы мынау басқа 2 жыл, 3 жылдың өзі 20 мыңнан басталып, бір 4-5-75 ары қарай соңында осы бір қазір Шымкент канал продюсері болып тағайындалғанмен 35 мың болып соңғы бір осы 35 қып түсірген екен. Ол бала деген өзі ескерсе, мектеп меркінің өзінде 30 мыңға бала ақылы мектептен қойды. Иә, Тілеужан мырза, сізге сұрақ. Біздің елімізде алимент мөлшері қандай жалпы? Қалай белгіленеді жалпы? Барлық әйелдерге де, қыз-келіншектерге де қажет болатын ақпарат. Енді алименттің мөлшерін сот анықтайды. Яғни мысалы, бір бала болса 4-тен 1 бөлігі деп, 2 бала болса 3-тен 1 бөлігі, яғни 33%, 4-тен 1 бөлігі болса 25%, ал 3 бала 3-тен жоғары болса 2-ден 1 бөлігі дейді, яғни 50% табыс көзінің, кез келген табыс көзінің 50%-ын алуға болады деген. Енді бұл кісінің күнде енді қазір 1 бала болғаннан кейін 1 балаға 25% алимент мөлшері қарастырылған, яғни ол табыс көзін оны сот орындаушылар анықтайды. Енді бұл жерде сот орындаушылар қазір зейнетақы қорына түсіп жатқан түсірімге қарап, яғни 80 мың теңге жалақы алады деген ең төменгі мөлшеріне ғой, енді 80 мың теңге. Соның 4-тен 1 бөлігі 20 мың теңге деп алимент шығарған. Енді бұл жерде былай айтқанда Асхат жаңағы өзінің табыстарын жасырып отыр ғой. Өзінің жаңағы мен қарап отырмын, мына жерде зейнетақыны аударып отқан компания өзінің дос баласы дейді. Өзінің жаңағы араласып жүрген адамы дейді, танысы дейді. Оған сол жаңағы маған айына бір 80 мың ең төмен жалақы алатын қылып мөлшерде істеп берсе деген істеп беріп отыр, былай айтқанда. Ал қалған табыс көздерін жасырып отыр. Олай дейтін себебім, кімнің өзінде де өзі бірге тұрған кезде де жеке кәсіпкерлікпен айналысқан, сол кезде айналысқан кезде сол Асхаттың 1-2 объектілердің жаңағы істеріне ақша түсірімдері болып тұрған екен. 5 миллиондап түскен, 3 миллиондап түскен, 2 миллиондап сондай табыс көздері түсіп отырған, жүйелі түрде түсіп отырған сондай ақша, сондай табыс көздері болған. Ол жасырын деп ИП-ның атына түскеннен кейін енді ИП арқылы төленеді оны алу, бірақ өзіне тікелей алмаған. Сондай табыс көздері бар екен бұған дейін де айтып отыр. Біз оны жаңа түскен счеттардан көріп отырмыз, қанша түсіп отқан. Осының өзі оның сондай табыс табатынын көруге болады, білуге болады. Бірақ осындай табысты қазір енді бірге тұрмағаннан кейін, отбасында ажырасып кеткеннен кейін, ол басқа біреудің атына ИП ашып алып, солай табыс тауып отыр да, жасырын табысты. Оны білеміз, өйткені оның біз көптеген жобаларды жүргізіп жүргенін көреміз. Ол жаңағы бір 80 мың айлық алатын жерде істеп жүргенге ол ешқандай да қисынға келмейді. Сондықтан осындай табыстарын жасырып отқанын соған білуге болады. Енді қазір көпшілік білетін Асхат астарлы ақиқат жобасын жүргізеді. Енді ол жерде де өзінің еңбек ақысы бар шығар. Бірақ кестеде белгіленбеген, көрсетілмеген. Осы жерден ақша түседі, осындай жаңағы ақша қосылады деген сияқты. Тек 35 мың көлемінде. Оны бір ИП-ға аударту мүмкін. Өзінің атына емес, басқа біреудің ИП-сіне аудартып, сол арқылы жаңағы или қолма-қол алу мүмкін деген сияқты. Осындай әрекетке көшу мүмкін. Оны арнайы жаңағы зейнетақысына пенсионный жүріп жатқан жоқ болғаннан кейін, оны сот орындаушылар анықтау мүмкін болмай отыр. Енді қараңыз, жалақының қандай түрлерінен алимент ұсталады деген сұрақ бар. Яғни тек қана ресми түрде өзінің атына түскен қаражаттан ғана ұстала ма? Жоқ, жаңа өзіңіз айтқандай қосымша табыс көзі анықталған болса, белгіленген болса, одан да ұстауға мүмкін бе? Енді мысалы қараңыз, жеке кәсіби голд деген де бар. Жеке есеп шоты бар. Оған түскен ақшаны да қазір біздің тәжірибемізде көріп жатырмыз. Сот орындаушылар
оны да анықтап жатыр табыс көзіне жатқызуға. Неге? Өйткені мысалы бір адамға бір жылдың ішінде осындай сума түскен болса, ол табыс көзі деп қазір есептеп жатыр. Ал енді ол суманы, ол табыс емес, ол маған біреу аударған, сосын мен оған шешіп берген, или басқалай деген өзі оны дәлелдеу керек. Егер дәлелдей алмаса, ол табыс көзіне жатады. Қазір осындайлардың бәрін тәжірибеге енгізіліп жатыр. Енді алдағы уақытта осының барлығын анықтайтын болса, онда борышкерлердің жасырын табыстары анықталады. Ол біріншіден алименттен де жасырып жүрген, және де мемлекеттің салығынан да жасырып жүрген ол анықталады барлығы. Сондықтан алдағы уақытта осындай тәжірибеге толыққанды енетін болса, оның басқа да табыс көздерін анықтауға болады. Алимент содан өлшеп есептеуге де болады қазір. Иә, қай кезде алиментті сот арқылы өндіріп алуға болады? Ол іспен кім айналысады? Мысалы, Айғаным секілді қыз-келіншектер болуы мүмкін ғой, мүлдем хабары жоқ, білімі жоқ осы саладан. Міндетті түрде адвокат болу керек па, юрист, нотариус деген сияқты? Енді жалпы неке көбісі бірге некелер бұзылмаса да бірге ажырасып кеткен азаматшалар көп та өте. Көбінесе әйел азаматшалар ажырасқаннан кейін барып алиментке беруге болады деп солай түсінеді. Заң бойынша ажыраспай ақ та алимент алуға болады. Алимент дегенді, мысалы, балалар болатын болса, сол жергілікті өзінің тұрғылықты жерінің сотына, немесе сол жақта бір жасөспірімдер соты деген бар, қазір ашылды. Әр қалада бар, ол мамандандырылған ауданаралық. Сол соттарға жүгіну арқылы балаға алимент алуға болады. Ол үшін жаңағы өзінің сол жергілікті емханасынан балалардың тірі, денсаулығы жақсы деген анықтама алып, сосын әрі қарай өзінің жаңағы қолындағы неке қию куәлігі болсын, сосын жаңағы балалардың туу туралы куәлігінің барлығын көшірмесіне жаңағы анықтаманы тігетті, сотқа берсе, сот 3 күн ішінде алимент өндіріп туралы бұйрық шығарып береді. Ол ешқандай кедергі жоқ. Ол кез келген әйел азаматшалар сотқа барсаң да соттың өзінде де жаңағы үлгілері тұрады, сол жерден жазып өткізсе де болады. Ол ажырасудың ол жер керегі де жоқ. Егер солай берсе, тез шешіледі. Өйткені алимент бізде заң бойынша тез қарастырылған, 3 күн ішінде сот бұйрық шығарады, 1 күн ішінде шығарады, кейде 2 күн ішінде шығарады, бірақ 3 күннен асып кетпеу керек. Содан кейін оның орындалу тәртібі де соттар немедленно дейді, жаңағы тез арада орындалуға жібереді. Оны сот орындаушыларға соттар бірден жібереді. Өйткені ол күттірмейтін мәселе алимент деген. Өйткені балаға күнделікті ақша болғаннан кейін, оны басқа істерге қарағанда онан ерекше солай бөліп қойған. Ал егер де ер азамат сол алиментті төлемейтін болса, мысалы, 1 айға дейін, 2 айға дейін, жарты жылға дейін қаншалықты күте аламыз? Жоқ әлде ол, мысалы, 1 ай төлемесе тағы да шағымданамыз ба? Енді қараңыз, алиментті өндіру туралы соттың бұйрығы шыққаннан кейін ол орындауға сот орындаушылары жіберіледі. Сот орындаушылар өндіріс іс қозғайды алимент өндіру туралы. Сол жерден кейін, одан кейін борышкерлерді анықтайды. Қайда тұрады, қайда жұмыс жасайды, қандай зейнетақы қорына ақша түсіп жатыр деген сияқты мекен жайы бойынша тексеріс жүргізіп, борышкерді шақыртады өздеріне. Шақыртқаннан кейін борышкерге соттың бұйрығы шыққанын хабарлап, оған жаңағы қолына табыстайды. Бұйрығы шықты, енді осы бұйрық бойынша жұмыс жасайтын, жасамайтын анықтау керек. Егер жұмыссыз болатын болса, онда оған айтады, сіз жұмыссыз болатын болса, мен жұмыссыздықтың тарифі бар. Мемлекеттің өзін бекітіп қойған орташа жалақы дейді. Орташа жалақының мөлшерімен сізге алимент ай сайын мынандай сума төлеп тұру керек. Осы жылға. Әр жылдың өзінің шығарып қойған нормалары бар, жалақысының мөлшері. Осындай табыс төлеу керек. Ал егер де сізді жаңағы тұрақты жұмысыңыз болатын болса, табыс көзіңіздің 4-тен 1 бөлігі 1 бала болса, 2 бала болса 3-тен 1 бөлігі, 3 бала 3-тен жоғары болса, айлығын 50% деп төлеуге тиіссің. Және де сол бухгалтерияңызға сіздің жаңағы біздің бұйрықпен өзіміздің қаулымызды жібереміз, жалақыңнан ұстап отырады деп. Бірден автоматты түрде жібереді де, автоматты түрде бухгалтерия ұстап отырады. Ал жұмысы жоқ адамдарға жаңағыдай алименттің мөлшерін анықтап береді, сол жерде осы бойынша ай сайын төлеп тұруың керексің. Міне өндіріп алушының есеп шоты, осыған өзің барып халық банкі арқылы алимент үшін деп төлейсің деп алименттің мөлшерін анықтап береді. 2025 жылға бекітілген сома бар ма? Қандай? Былтырғы жылы қандай? Қазір енді мен биылғысын нақты білмеймін, біз МРП-ның өсуіне байланысты ғой. Сосын ол бір, екінші жалақының мөлшеріне байланысты. Жалақы табыс көзін оны енді сот орындаушылар оны зейнетақы қоры арқылы көріп отырады. Жоқ, мысалы, жұмыссыз болатын болса, ер азамат айтып жатсыз ғой, жұмыссыз болса да, жұмыссыздық орташа жалақы 400 мыңға дейін белгіленген, бірақ ол әр өңірде әртүрлі.
Мысалы Алматының өзінде бөлек, Алматы облысынікі бөлек, мына Қызылорда, Шымкент әр жерінің жаңағы тарифтері дейді ғой, жаңағы мөлшері бөлек. Сондықтан жобамен сондай 400. Мысалға 400 мың сізге орташа жалақы болатын болса, сіз 3 балаңыз болса 50% төлеу керексіз. 2 балаңыз болса 3-тен 1 бөлігі. 400 мыңды 3-ке бөлгенде қанша? Или 1 балаңыз болса 4-тен 1 бөлігі. Жаңағы 200 мыңды 4-ке бөлгенде, 400 мыңды 4-ке бөлгенде қанша? Ай сайын 100 мыңнан ба? 100 мыңнан төленеді деген сияқты. Оған солай түсір есептеп шығарып береді. Осыны апарып өз қолыңмен барып халық банкке салып отырасың деп. Ал енді осы мәселелер, осылай талапты алименттің бұйрығы шыққан сот орындаушы оған табыстап қолынан қолхат алынады, және де оған жауапкершілік бар екені түсіндіріледі. Алимент төлемеген жағдайда қандай жауапкершілік күтіп тұрған? Біріншіден, 3 айдың ішінде 3 айдан асатын болса, 3 айға дейін алимент мөлшері төленбейтін болса, онда әкімшілік қамақ деген бар. Яғни 3 тәулікке дейін әкімшілік қамаққа алынуы мүмкін. Сосын одан бөлек 3 айға дейін бүткіл есеп шоттардың бәрі арестке қойылады. Одан кейін 3 айдан кейін оның көлік жүру құқығынан айыру туралы сотқа ұсыныспен шығады, яғни правасын көлік жүру құқығынан айырады. Одан кейін Қазақстаннан еш жаққа шыға алмайтын выездарды жабады. Одан кейін әкімшілік жауапкершілік қарастырылған, және де бұны мәжбүрлі түрде жұмысқа орналастырады. Ал егер де мәжбүрлі түрде жұмысқа орналасудан бас тартатын болса, онда бірден автоматты түрде қылмыстық кодексінің 139 бап деген бар, 2 жылға бас бостандығынан айыру жазасын қарастырылған. Ол егер де өзі жұмыс істемейді, мына сот орындаушының ұсынған жұмыссыздыққа апарып тіркеуге барудан бас тартып жалтаратын болса, онда жаңағы қылмыстық жауапкершілік күтіп тұрған оған ескертеді. Сол туралы одан қолхат алынады. Қолхатты алғаннан кейін 3 айдың ішінде жаңағы мен айтқандағыдай төлем жасалмаса, әрі қарай өзі төлем жасамай, тәртіпке бұйрыққа бағынбайтын болса, соттың шешіміне бағынбайтын, онда жаңағы бізде әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңның 669 бап деген бар. Мына соттың шешіміне бағынбау, яғни орындауға кедергі келтіру деген жаңағы әкімшілік қамақ түрін қолданады. Сот орындаушы оған да ол бағынбай жатса, онда қылмыстық кодексінің 139 бап деген бар, 2 жылға бас бостандығынан айыру, және қылмыстық кодексінің 430 бап деген бар. Яғни соттың шешімін орындаудан жалтару, яғни орындауға кедергі келтіру, онда 3 жыл бас бостандығынан айыру немесе шектеу жазасы қарастырылған. Осындай баптармен ертең сот орындаушы ұсыныспен прокуратураға шығып, прокурор арқылы айыпталып іс сотқа жолдануы мүмкін. Сосын осы жазаларды арқалауы мүмкін. Сондықтан осының барлығы борышкерге түсіндіріліп қолхат алынады. Кейбір жағдайларда болады да, мысалы мен енді естігенім бойынша қаншалықты өтірік расын білмеймін. Мысалы бұрынғы күйеуі жолдасы алимент төлемейтін болса, мәжбүрлі түрде оның әке шешесі төлейді екен. Ол рас па, өтірік па? Ондай мүмкін нәрсе ма? Төлеткізу әжесіне, атасына. Ол мүмкін, ол қандай жағдайда? Егер де баланың анасы, ата әжесі деп айтайық енді, ол өзінің немересіне, өзінің пенсиясынан осындай мөлшерде бергісі келетін болса, ниеті болатын болса, ол сондай ұсыныс жасай алады. Ол баласына айтады, баласы қарсы болмаса, және өндіріп алушы қарсы болмаса. Сосын және сот орындаушы кім төлесе де, әйтеуір төлесе болды оған. Егер де зейнетке шыққан атасы мен әжесі біз пенсиямызды беріп тұрамыз десе, сот орындаушы солардан өндіруге кіріседі. Ал егер де олар пенсиямнан бере алмаймыз біз дейтін болса, оған мәжбүрлі түрде алу ондай заңда қарастырылмаған. Тек қана өзінің еркімен ғана деген. Енді баласын төлей алмай жатқан көргеннен кейін ата-анасы немересі үшін берем десе, бұл онда ешқандай кедергі жоқ. Жақсы, енді алимент мәселесі бойынша барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Алдағы уақытта енді тағы да қосымша құжаттар жиналатын болады. Кезекті сұрақ, Айғаным ханым, сізге баспана мәселесі туралы. Үй бар ма сіздерде? Қазір енді менің білуімше сіздің әке-шешеңізбен тұрады. Енді Меркіде ұлыңыз сол жақта мектепке барады. Сіз енді қалада жұмысқа орналасасыз, сала қаласа жақын күндері деп айттыңыз. Енді екі жақта жүресіз ақша табу үшін. Менің түсінгенім бойынша өзіңіздің жеке атыңызда ешқандай жылжымайтын мүлік, баспана жоқ. Баспана жоқ. Біз 2015 жылы үйленгеннен кейін біз Астана қаласына 2017 жылы көшіп бардық. Ол кезде 2017-те біз пәтер жалдап тұрдық Асхатпен. Осы жұмысы барысында менің атымнан ИП ашылды. ИП ашып, документпен барғаным бар, банкке барып, сол кезде Асхат маған айтқан, осы жаңа ИП-мен жұмыс істесек те болады, бұл біздің өзіміздің отбасымызға керек, және несін үй аламыз, осы сендер үшін алайын деп жатырмын, осы зейіннің үйі болады деп
менің атымнан ИП ашылған, ИП ашып, документтерге қол қойып, солай 2017-де суммалар түскенін көргем. Одан кейін бұл жаңа түскен ақшалармен жинап үй аламыз деген. Бірақ кейін біз ұрыс шиеленісіп кеткеннен кейін бұл документтерді менің бір документім деп қарамаппын. Ол кезде бір мән бермегенім ба, күйеуімнің осы барлығы сол құжаты соныкі деп бір есептеген болар. 2017-ден 2018-ге дейін бір ИП-ны қайтадан архивті көтеру маған оңай болған жоқ. Мен ажырасып кеттім, 2020-да ажырасып кеткен соң меркіде болдым. Ол кезде маған 2 жылдан кейін штраф келіп тұр, сіз ИП-іңізді жаппапсыз деп. Мен оны Асқаттық екен деп ойлағам да, соның жұмысы болған соң, сонымен менің атынан ақша түсіп тұрған. 2018-ге дейін бұл үлкен бір сума алып отырған. Енді соның бәрі кейін мен қалаға келдім ғой, баланы жақсы мектепке берейін, үй алайын деп тіркеліп конкурсқа қатысайын деген кезде өзінің айтқан сөзі бар. Первоначально құйып беремін, осы үй алам осы бала үшін деген бір ешқандай бір сөзі орындалмағаннан кейін мен оған айтқан болатынмын, сен үйдің айтып едің ғой, сатамын, сол үйді сендер үшін алдым, зейін үшін алдым деген едім, сен оған сенің үлесің жоқ деп маған қысқа қайырған. Одан кейін бұл бәле сала бергеннен кейін құрсыншы, маған бұдан ештеңе керек емес деп мен іздестіру, үй туралы теманы қозғаған жоқпын. Себебі бізде үлкен бала соты болған соң, мен балаға жетсем болды, маған дүниенің құны керек емес маған деген. Бірақ осы соңғы өзі сотпен қайта-қайта мені мазалағаннан кейін, не балаға көмектеспейсің, мені де мазалайсың, осы бала үшін не істедің сен осы уақытқа дейін? Сол әрекетті айтқым келеді, сен не істедің осы уақытқа дейін? Маған ешқандай ештеңе. Яғни сіздер ресми түрде ерлі зайыпты болған кезде, отбасылы болған кезде алынған пәтер. 2018-де заңды түрде алып, мамасының атына жазды. Ол кезде неге өзің атыңа жазбайсың дегенде сұрағаным бар. Біз тағы да үй алуымыз керек, біздің атымызда үй болмау керек деп айтты. Сөйтіп мамасының атына жазды. Кейін сол үйді де қуып жүрді ғой, сенің үйің емес, бұлар біздің үй деп мамасы екеуі кәдімгідей баламыз екеумізді далаға қуып жүрді. Яғни сіздің атыңыздан есепшот ашылды, жаңа ИП деп айттыңыз өзіңіз. Сіз ол кезде декреттік демалыстасыз, бала күтіміне үйдесіз, жұмыс жасап жатқан жоқсыз ресми, бірақ сіздің атыңыздан ИП жұмыс жасап тұр, және соған ақша түсіп тұр, иә? Сіз ол кезде кім болып келгенсіз, бар ма ол құжатыңыз? Мына құжатты ИП бойынша кімсіз сіз? Осы документті алу оңайға соққан жоқ, осының бәрін қарап, өзім қайтадан таңғалдым, қаншама сумманы көріп, өздеріңіз көрсеңіздер болады. Иә, сіз көрсеңіз болады. Суммасы қанша уақыт аралығында алынды? Әр кезеңде 1.700.900.000, соңғы суммасында 5 миллионнан аса сумманы түсіріп отырған, кәдімгі менің ИП-мен жұмыс істеген ол. Яғни ақша түскен кезде сол ақшаны біз бұйырса үй аламыз, сол ақшаны сол нәрсеге жұмсаймыз деп айтылды. Үй аламыз дегенде үй алған. Жоқ, ақша түсіп тұрған кезде аламыз деген ғой. Басында енді бұларда мен Айғаныммен сөйлесіп былай анықтаған кезде, жаңа некеде отырғаннан кейін, жаңа жеке кәсіпкерлікпен айналысу ұсыныс түскен ғой. Сондай ашайық жеке кәсіпкерліктен. Маған ондай көп суммада ақшалар түскен болмайды дегеннен кейін бұл кісінің атынан ашқан жеке кәсіпкерлікпен. Одан кейін түскен ақшаның барлығына жаңа өзімізге ортақ үй аламыз, балалардың болашағы деген сияқты ниетпен негізі бастаған ғой басында. Содан кейін ақша түске бастағаннан кейін жиналған ақшаға бұлар пәтер таңдап сатып алған. Сол пәтері тұрып келген осы уақытқа дейін мына Астанада тұрған кезде, кетіп қалған. Ажырасам дегенде сол пәтерде болдыңыз ғой. Конечно. Сол пәтерде болған. Бірақ пәтерді мына кімнің Асқаттың айтуынша, енді бұл кісі айтып отыр, неге өз атыңа, неге менің атыма, неге баланың атына емес деген сұраққа ол айтқан. Біздің анамыздың атына қойып қояйық. Себебі ертең үкіметтен біз жаңағыдай көмек ретінде үйлер алатын болсақ, атымызда үй болмаған жақсы. Қазір енді көріп жүрміз ғой, қаншама журналистерге өткенде үймен қамтамасыз жасап жатыр мемлекеттен. Сондай сияқты көмектерден қағылып қаламыз деген сияқты, сөйтіп анасының аты формальны түрде дейді, уақытша формальны түрде аударған. Оны анасының өзі де білмеймін оны, бірақ сөйтіп атына аударып, сөйтіп сол үйде тұрып келген, өмір сүріп келген. Бұл кісі жаңа бала күту демалысында болған, одан түскен ақшаны да осы үйдің ремонты болсын, жаңағы басқа да болсын, осыған жетпей жатқан кредит, жаңа басқа сатып алатын кезде қосымшаға пайдаланған. Мына ИП-дан да мысалы осы кісінің жеке, енді сол жеке кәсіпкерлікпен айналысам деп, ең кейін оның зардабын шегіп жатқанын айтып жатыр. Мысалы, жаңа ИП-ны да дұрыс жаңа салық басқармасы алдында отчетін бермесе де, ол айыппұл салынады ғой. Мысалы, айыппұлға тап болып, оған айыппұл төлеп, оның бәрін қайтадан құжатымен жабу
үшін жүгіру деген, мысалы былай айтқанда баламен жүрген адамға қиын ғой. Осындай әуре сарсаңға салып қойып отыр. Одан не пайда деген сұрақ қой. Содан ИП-дан маған не пайда? Соны кезінде түскен ақшаның бәрі рахатын ол жаңағы бұрынғы X күйеу алады да, мен баламмен қазір соны жүгіріп жүрмін, соны артын жабамын деген сияқты. Сондықтан сондай ниетпен кезінде алған үйді, балаларға деп алған үйді, қазір уақытта енді көріп отыр ғой, баласымен былай айтқанда пәтер жалдап жүрген. Осындай жағдайда ең болмағанда ол Асхаттың, мен естіп отырмын, бір емес бірнеше үй бар екен, басқа қалаларда үйлер бар екен, соның біреуін сатып осы балаларды қамтамасыз жасап қойса үймен болатын еді ғой. Олай әрекеттер жасамаған. Өз еркімен өзінің шынайы жаңағы ұрпағына деген, жарайды, жұбайына кішкене реніші бар шығар, бір-бірін түсінбеушілігі бар шығар, жарайды. Бірақ баланың қандай кінәсі бар? Баланы үймен қамтамасыз жасау керек. Неге оның баласы біреудің босағасында жүру керек? Неге әкесінің немесе анасының екеуін ортақ жинаған мүлкіне сатып алған үйде жүрмасқа? Мысалы да. Ал енді сұрақ қараңыз, кешіріңіз, сөзіңізді бөле кетейін. Бұл енді пәтер екеуі заңды түрде некелескен кезде, отбасы болған кезде алынды, бірақ Асхат Садырбайдың анасының атына жазылған. Бұлар ресми түрде ажырасты. Енді қандай да бір бөлігі тиесілі ме өзіне, баласына? Себебі ешқандай да құжатта жазылмаған ғой, Айғаным ханым. Кезінде екеуі отбасы болған кезде алынған мүлік болғанмен де шешесіне жазылған. Ондай бар, бізде заңда көрсетілген, заң некеде алынған мүліктің бәрі ортақ деп. Енді бұл жерде бұның жаңағы құйтырғы әрекеті анасының атына қойған себебі кейін осындай неке бұзылу әрекеттері болған кезде дауға түспесін, мүлік бөліске түспесін деген ниетпен жасалып жатқан құйтырғы әрекеті ғой. Оның бізде тәжірибемізде бар, мен ондай істерді біразын қарадық. Сол анасындағы жасалған сделканы, яғни мәмілені қайтадан өзінің күйеуіне жасауға болады. Бұрынғы сделканы, бұрынғы мәмілені бұзу арқылы қайтадан сотқа беріп, сот арқылы сол бұрын сатып алған үйдің иесімен анасын және мына кімді, жаңағы бұрынғы күйеуін сотқа беру арқылы сол мүлікті сол ана бұрынғы сатқан адаммен тікелей Асхатпен арасында мәміле жасалды деп тануға болады сот арқылы. Себебі ол формальны түрде ғана анасының атына қойылған. Ол анасының ондай мүлік сатып алатын мүмкіншілігі жоқ оның деген. Ол зейнеттегі адам айына алатын бір 100 мың 150 мың пенсиясына ешкім үй ала алмайды Астананың қақ ортасынан. Ол түсінікті. Өйткені бұл кісі айтып отыр, жаңағы менің ипіме түскен ақшаға алынды, менің жаңағы баламнан жәрдемақыдан түскен ақша, тағы да күйеуімнің де қосымша ақшалары сөйтіп алынған мүлік деп отыр. Яғни оның ізі бар. Ақшаға алынған, қандай ақша алынғаны көрініп тұр. Сондықтан оның барлығы сот барысында анықталады. Біз қазір уақытта сұраус жіберіп қойдық, қазір мүліктердің барлығын анықтап жатырмыз. Бұрын кімнен алынғанын, қазір кімнің атында тіркелген осы мәліметтердің бәрін сұратып жатырмыз. Ертең мәліметтің барлығы толыққанды келіп болғаннан кейін біз арнайы сотқа шығамыз да, сот арқылы сол бұрынғы жаңағы бұрынғы анасымен бұрынғы сатқан адамның арасындағы мәмілені бұзу арқылы қайтадан Асхатпен сатып алу шарт жасалды деп танимыз. Одан кейін ол танылған мүлікті екеуінің ортақ мүлік деп тағы танимыз. Сөйтіп ортақ мүлікті танылғаннан кейін барып оны бөлу туралы тағы талап қоямыз. Сөйтіп солай арқылы өзінің мүлкін, өзінің ортақ мүлкін даулауға болады. Өйткені ол тәжірибеде бар. Ондай біз қарастырып жүрміз. Өйткені оның анасында еді сот анықтайды. Қандай табыс анасы, мысалы, мен сатып алдым айта алмайды, өйткені онда ақшасы жоқ. Оның жаңағы бұл кісілердің қандай ақша алғаны бәрі міне қазір құжаттамада тұр. Ал егерде ол пәтер сатылып кеткен болса, мысалы, ажырасқандарыңызға біраз болды. Сатылып кетемесін, ол сатылғанның өзінде де көбісі ойлайды. Басқа біреуге сатып жіберсем, онда ол дауланбайды деп. Жоқ, ол қате пікір. Ол 10 адамға өтіп кетсе де, 10 адамның тізімін қоямыз да, солардың бәрін сделкасын, мәмілесін бұзуға болады. Ешқандай кедергі жоқ. Сіздерде бөлісу болды ма ажырасқаннан кейін? Бізде бір дүниеге бөлісу деген болмады. Өйткені бала соты болған соң біз тек бала бөлісетін дүние жоқ қой бұларда. Жоқ, мүмкін көлік алынған шығар. Көлікті ол өзінің жаңа біз некеге тұрмай тұрған кезде алынған. Одан кейін біз пәтер жалдап тұрдық, басқа оның мүлкі ешқандай не жоқ. Андай білмеймін енді, тұрмыстық техника деген сияқты білмеймін, болады ғой. Бірақ алтындарды да бөлісетін жағдайлар болады кейде. 2018 жаңа ажырасып кеткеннен кейін мен жаңа өзіңнің артыңнан баратын дүние болсын, мен бәрін тастап кеттім. Себебі бұл жерде баладан ажырап жатырмын ғой, сол кезде маған ешқандай керек болмады. Дүние дегенге қарамадым. Ол кезде бәрін ойластырып жасап қойған ғой. Өткен датамен қарастыруға бола ма сол нәрсені? Мысалы, өзінің дүниесі бар. Айтып жатырмын ғой, кейде мысалы тәжірибеде көріп жатамыз, алтындарына дейін бөліседі. Саған мынау, маған мынау деген сияқты. Қазір де бар ол.
егер де ондай мүліктер болатын болса даулауға болады. Қандай мысалы кейде болады қыздың артынан келген жасауларды болады мысалы жаңағы мүліктер, дүние мүліктер, оны да даулауға болады, алуға болады деген сияқты. Бірақ енді меніңше білмеймін, енді ол мұндай мүліктер күнделікті қолданысқа пайдаланып отқаннан кейін оның бір мынандай бір қаншама уақыт құны болады деп айта алмаймын. Өйткені пайдаланып тастаған нәрсе болғаннан кейін тұрақты жаңағындай алтын бұйымдар болса, басқа да бұйымдар болатын болса, оны даулауға болады. Айтып кетсем болады ма? Біз анау той болды, біздің тойдан кейін жан-жақтан адамдар келіп жаңағы құттықтап жатқан кезде жаңағы белгілі Севил Махмуди мамасы екеуі бізді тойларыңызға келмей қалдық деп бізді шақырған. Асхат екеуміз барып, оларда дастархандас болған кезде маған бір алтын жаңағы комплектісін берген. Бірақ ол кезде мен жаңа айттым, негізінде мамасы соның бәрін ұрысып, өзімен маған тағылған кейбір сол жағынан келген өздерінің, мысалы Асхат жағынан болып тұр ғой, жаңа Асхаттың таныстары болғаннан кейін маған келген сондай құнды дүниелердің бәрін мамасы былай тартып алған. Ол кезде мен таңғалған жоқпын. Себебі ол кезде еркеде сұхбат берген кезде алтын далбалт деген кезде, бұл кісі сөйтіп тартып алады екен деген оймен, мен де тек бір бақыт болып тұра алмадым ғой деген ой ғана болды. Сосын мен ондайға дауласпадым, керек емес, алса ала берсінші деп қалдырған болдым. Енді сізге аға сұрақ маман ретінде басқа да қыз келіншектердің пайдасына жарап қалар деген сенімдемін. Мысалы, қыз баласы тұрмысқа шығайын деп жатыр. Тұрмысқа шығар алдында ол бір пәтер алды. Мүмкін несиеге алған шығар, иә? Белгілі бір сомасын ай сайын төлеп жатыр. Тұрмысқа шықты, төлеу жалғасып жатыр. Кейін ажырасқан кезде ол пәтер қыздың өзінде қала ма? Жоқ әлде 50-50 өзіңіз айтқанда екіге бөлсе ма? Кез келген алынған мүліктің барлығы теңдей бөлінеді. Ал енді жаңа өзіңіз айтқандай пәтер егер несиеге алынған болатын болса, ол кезде оның да төлейтін ай сайынғы төлемінде оны да екіге бөледі. Өйткені пәтер ортақ болғаннан кейін, оның ертең мысалы толығымен жаңағы уақыты біткен кезде, төлеп біткен кезде ол пәтер енді жаңағы банкінің балансынан шығарылады ғой енді. Сол кезде анау келіп дайын асқа келіп мен бөлсем деп келуі мүмкін. Сондықтан ондай жағдайды, ондай ниеті болатын болса, онда несиені солай бөлуге талап қоюға болады. Ал мысалы пәтер тұрмысқа шыққанға дейін алынса, және мысалы 20-30-50%-ін қыз өзі тұрмысқа шықпай жатып төлеп қойды, жартысы қалды, аз қалды, тұрмысқа шығып кетті. Соның өзінде де ер азаматты кейін жартысы менікі деуі мүмкін бе? Олай даулай алмайды. Өйткені бізде заңда көрсетілген қандай мүліктер бөліске түседі, қандай мүліктер бөліске түспейді деген. Бізде бөліске түспейтін біріншіден некеге отырам дегенге дейін алынған мүліктер бөліске түспейді. Екінші, өсиетке, мысалы атасынан, әжесінен, туыстарынан қалған өсиетке қалады ғой. Тірі кезінде өсиет жазып кетеді, өлген кезде осы дауға түспесін деп мүлік осы бір адамға бақыттап өсиет қалдырады. Өйткені 5 баласы болса, 5 баласы таласпасын дейді, соның бір баласына қалдырғысы келеді тірі кезінде. Соған өсиет қылып жазады. Сондай өсиетке алынған мүлік болатын болса, ондай мүліктер ерлі-зайыптардың ортақ мүлкі саналмайды, яғни бөліске түспейді. Одан кейін мұрагерлікке алынған, әке-шешесінен қалған, қыздың мысалы өзінің төркін жағында әке-шешесінен қалған мүліктерді кейін заң некеге отырған кезде мұра ретінде қабылдаса, ол да бөліске түспейді. Осы 3 мүлік, одан кейін 4-ші сыйға берілген. Яғни екеуі ерлі-зайыпты бола берсін. Сол ерлі-зайыпты болып тұрған кезде, мысалы әке-шешесі, ата-анасы болсын, бауыры болсын, жаңағы қарындасына, немесе жаңағы інісіне, мысалы сондай сыйға мүлік беретін болса, ол сыйға беру шартымен жасалатын болса, онда ол мүліктердің бәрі бөліске түспейді. Ал қалған мүліктердің барлығы, мысалға кейде болады, мына сыйға алынған мүлікті кейін сатады да, қайтадан басқа мүлік сатып алайықшы, бір бөлмелі үй беріп еді, осы сатып 2 бөлмелі үй алайық деп, мысалы болады ғой. Сол 2 бөлмелі үй алған кезде, алынған мүлік сатып алу шартымен алынған кезде, ол автоматты түрде екеуінің ортақ мүлік болып кетеді. Сол жағын ескеру керек. Көбісі ойлайды, мен ана мүлік сатып алған кезде, мен өзім бұрынғы мүлкімді саттым да, сөйтіп барып ана мүлікті алдым ғой, ол неге ол ортақ мүлік болып саналу керек дейді. Ол бізде заңда қарастырылмайды. Заңда ол же ортақ мүлік болып кетеді. Сондықтан сол жағын ескеру керек. Ал енді несие кредит алу мәселесі бойынша да көп қыз-келіншектерге пайдалы болатын шығар. Бұл ақпарат бір кездері ерлі-зайыпты, мысалы әйел адам алады, өзі қарызға ақша алады. Банктен алады, басқасын алады деген сияқты. Ломбардқа өткізеді деген сияқты бір заттарды, иә. Бұрындары ала беретін ер азамат өздігінен барып ала салады, жаратады қажеттілігіне, әйел адамы барып өзі ала салады. Мен соңғы оқыған жаңалығым бойынша ерлі-зайыптының, яғни әйелінің я болмаса жолдасының рұқсатынсыз қазір несие алуға мүмкіндік жоқ дейді. Сол қаншалықты рас? Иә, осындайлар қазір заңға өзгерістер енгізіліп жатыр. Ол жерде былай,
несиені өзінің өз суммасы бар. 3 миллион ба, жаңағы мен қазір ұмытып тұрмын. Аспау керек, мөлшері бар. Одан асатын болса, міндетті түрде жаңағы екінші жұбайының келісімі керек болады. Ал оған дейінгі ұсақ түйектерге оған келісім керек жоқ. Сондай не бойынша сондай несиені жаңағыдай келісіммен ғана алынады. Кейіннен ол төлей алмай қалған жағдайдың өзінде екеуіне бөліп төлейді. Былайда алынған несиелерді, бұрында алынған несиелерді ерлі-зайыптар некелерін бұзатын болатса, ол несиені де бөлуге болады. Бөліп талап етуге болады. Өйткені мысалы ерлі-зайыптың біреуі үйге мысалы ремонтқа деп алады, мысалы ортақ үйіне үйге жиһаздар алуы мүмкін деген сияқты. Осындай нәрселер кезінде алынған несиені неге жалғыз өзі төлеп, ажырасып кетсе де төлеп жүру керек. Сондай кездерде ортақ несиені бөлуге де болады. Ондай бізде тәжірибемізде бар, бөліп беріп жатыр, сот ондай қарастырады. Менің білуімше былтыр сол 2024 жылдың басында деймін, тұрмыстық зомбылық туралы жаңа заң күшіне енді бір өзгерістер бар екен, Енді Айғаным ханым, сіз өзіңіз сұхбат берген кезде ол туралы да айта кеткен болатынсыз. Қол көтеру мәселесі, жаңағыдай көзіңіздің қызарып, тіпті ағып кеткен жаңағы видео фотоларын да салған болатынсыз. Бұл фактілер бойынша сіз тіркелдіңіз бе, құжат? Бар ма сізде? Медициналық сараптама, жоқ әлде сотқа жүгіндіңіз бе? Болды ма ондай жағдай? Ол кезде айтып өтейін. Біз отбасылы кезде, біз сол кезде бірге тұрып жатқан кезде 2019 жылы ұрыс барысында үйде сондай бір кикілжің болып жатқан кезде көзімді ұрғаны рас. Ол қазір ол мойындамай отыр. Ол себебі ол сотқа сол дер кезінде мен барған жоқпын. Себебі мамасы екеуі мені ұстап отырды. Іс жерде істемейді больница, понедельник күні алып барамын, телефонымды алып қойып, үйді кілттеп, сөйтіп қойып отырған. Ол кезде мен адамның жаны көзіне көрініп отқанда көзімнің қатты бір ұрылу, әшейін жай бір қолдан жұдырық емес, қатты затымен ұрған кезде көздің ішінің бәрі жаңағыдай мына жерде жазылып тұр, гематома, контузия, көздің қанталау, көздің ішіне. Ол өзінің аяқ киіммен, қыстық етігімен аяқ киіммен ұрды. Ол сол кезде көздің, Құдайға шүкір, көз орнына келіп, не істеді, тексеріліп. Сол уақыттарда менде қазір қаралған нелерім бар екен. Сол уақыты бойынша бір ұрылған сильный удар деп тұр. Сол кезде бір 8 күні болса, сол күні 2 күн өзім жаңа сұхбат айтқандай, 2 күннен кейін өздері апарды, 11. Өзінің номер өшірі тіркеліп тұр, өзі апарды. Анасы ма? Жоқ, Асхаттың өзі апарды. Сотталып кетпейін деп олар басында қорыққан болар өзінің несін. 2 күннен кейін барып, өздері апарып, жаңа Асхаттың өзі апарып, қорыққан ғой, мені соттап жібереді. Бар ой сол. Бірінші мені ойлау керек қой, жаңа көзің ағып кетсе, орнына келмесе не болады деген жанашуы деген жоқ қой, тек өзін ойлап. Сол уақытта енді көзімнен бір қатты соққы алдым. Кәдімгі ол біраз уақыт жаңа тексеріліп, көздің рентгені бар, барлық көздің ішіндегі сопақ қарашық бар ғой, мендегі дөңгелек болған қарашық сопақ болып қалған. Мен айнаға қарап жүрдім, орны бұлыңғыр болып жүрді, өзі көрмей орнына келді. Сондай уақытта мен дер кезінде сотқа қаралып, жазылып, тіркелген жоқ та, бірақ медицина жағынан қағаздарым бәрі бар. Жаңа ұрған кездерінде тағы да бір ажырасамын деп, бұның алдында да жаңа ажырасамын, сен мені ұрдың деген соң меркеде бір суд экспертизадан өткендерім бар. Бірақ оны тексергенмен қағаз құжаттарын бермеді, бірақ оның бәрі тіркелген. Сол қаншалықты жиі болып тұрды бұндай жағдай? Қол көтеру жағы. Қол көтеру болатын көп емес, но бірақ болады. Себебі мен ұрысты болдырмайын деп, осының өзінде далаға шығып кетейін деп есікке жүгіргенімде уақыт үлгермей қалып, мені жаңа ұрды. Сол кезде есіктен бір шығып кетсем, сыртқа шығып кетсем, бір ұрыс жаңа тарқайтын шығар деген мақсатпен ғой. Көбіне ұрмасын деп жаңа айқайлап сөйтетім. Ол соның бәрін маған ол көбіне арасында ұрғаны бар ғой, өзінің күші бар, ұрғандары бар, оның бәрін бір тіркемегенді. Бұл жаңағы видеомен түсіру психикалық жаңа не бойынша барлық деректі жинап, баланы алу мақсаты болып кетті да. Одан кейін мен ұруды тіркемеппін. Сіздің тәжірибеңізде ондай жағдайлар болған шығар? Қазір қоғамда осындай ұрып-соғу ерлі-зайыптардың арасында өте жиі болып жатыр. Енді оны өздеріңіз де көріп отырсыз, әлеуметтік желіде қаншама ұрып-соғудың салдары, аяғы өліммен аяқталып жатқан ерлі-зайыптардың сондай қайғыларын көріп жүрміз. Бұрын бізде қылмыстық кодексте 108-109 деген баптар болатын. Яғни ұрып-соғу, жеңіл түрдегі жарақат келтіру деген сияқты. Бірақ өкінішке орай кейін оны әкімшілік құқық бұзушылық бапқа ауыстырып,
содан кейін мына тәжірибені салыстырған кезде ұрып соғу одан сайын көбейіп кетті. Өйткені жаза жеңілдеген сайын жаңағы қол көтеру де көбейді, жанжал да көбейді, қазір ажырасу да көбейді деген сияқты осындайлар көбейіп кетті. Осы тәжірибеге байланысты қайтадан президентіміз заңға қайтарып сол баяғы баптарды қайтадан кері қайтартты. Яғни қылмыстық кодекстің 108, 109 баптар қайтып келді. Прима дейін деп бізге сондай өзгеріспен келді. Яғни бұл жерде не айтқымыз келеді? Бізде ұрыс соғу фактісі жиі отбасылардың арасында болады, бірақ өкінішке орай бізді қинайтын нәрсе, біздің қазақтың салт дәстүрі деген бар. Ол деген не? Ол деген ұрып соғу, жаңа қазақта бар ғой, ыдыс аяқ сылдырамай тұрмайды деген сондай нәрселер бар. Ұрыс болады, қайттан басылады, қайттан татуласады деген сияқты мындай ұрып соғу фактісі бойынша егер де 102 шақырып арызданатын болса, ертең ол бойынша қандай да бір әкімшілік хаттама толтырылып, оны әкімшілік айыппұл салатын болса, немесе жаңағы қамақ түрін қолданатын болса, одан кейін ол ерлі-зайыптың көзқарасы бір-біріне деген суи бастайды. Одан кейін айыппұл салғанда ол екінші жұбайына да тиімсіз. Мысалы, жұбайына, күйеуіне ұрып соққан үшін үкіметке пәленбай сом айыппұл төлеп жатса, ол әйеліне де ол жақсы емес. Не пайда деген сияқты. Үйдің бюджетінің ақшасы кетеді деген. Сондықтан көбінесе таяқ жегеннен кейін құрсыншы қайттан енді ұрмайды ғой деген ниетпен татуласу әрекеттері өте көп. Ол енді өзіміз көріп жүрміз. Өзіміз енді қазақ болғаннан кейін болады, айтамыз, басылыңдар, балалар бар ортада деген сияқты. Осындай нәрсе жиі болғаннан кейін арты ол күшейе береді. Мына ер азаматтар мынандай нәрсені түсіну керек. Әйел адам арызданбады ма, келесі жолы қайталамауға тырысу керек та. Мына осы жол маған мүмкіншілік беріп, бір 102 шақырып арызданған жоқ қой. Енді осыны қайталамауға тырысайын деген сияқты осындай нәрсе болу керек. Ал керісінше бізде қалай? Ол арыздана алмайды. Көрдің ғой, мен ұрдым, ештеңе істей алмады. Тағы ұрсам тағы да істей алмайды деген. Ол қате пікір. Сондықтан бізде 102 шақырып арыздану өте қазір уже жүйелі түрде адамдар уже арыздану басталып келатыр. Неге? Өз соған жеткізіп жатыр. Арты өліммен аяқталып жатқаннан кейін, шыдамы шегі дейді, төзімі таусылғаннан кейін таяқ жей берген кімге жақсы? Мына мен қазір Айғанымның жаңа сөйлесу барысында мен байқағаным, ондай ұрып соғу жиілі түрде болып тұрған, бірақ отбасын сақтап қалу мақсатында ортақ балалар болуына байланысты баламның әкесі деген ниетпен көп жағдайын жасырған. Бірақ кейінгі мына ұрып соғу жанына батқаннан кейін көзіне қатты жаңағы затпен ұрып, аяқ киіммен ұрып, сондай жағдай болғаннан кейін амал жоқ арыздануға тура келген. Сол кезде жаңағы сот медициналық сараптама дейді, содан өтіп, дене көзінің алған жарақатын барлығы анықталған. Бірақ енді учаскелік инспекторлер хаттама толтырып, істі сотқа жолдайтын кезінде тағы да сол баяғы өзінің қазақилыққа салынып, отбасын сақтау мақсатында арызын ары қарай қайтарып алған. Ал егер де берген жағдайда не болушы еді? Ал енді берген жағдайда мына жарақаттың дәрежесіне қарай, мысалы ұрып соғу деген бар, жеңіл түрде жарақат келтіру деген бар, сол дәрежесімен соған қарай баптар тағылады ғой. Егер жеңіл жарақат болса, мысалға қайтадан жаңағы қылмыс кодексінің 108 бап деген бар, прима дейін деген. Сол баппен мысалы қамақ түрін қолданар ма еді, мүмкін айыппұл түрін қолданар ма еді, ұрып соғу фактісі бойынша да қамақ түрі ол жерде қарастырылған, айыппұл да қарастырылған, мүмкін сондай қолданар ма еді. Ол ондай қолданылған жағдайда 1 жылдың ішінде тағы қайталанатын болса, ол айыппұл деген қолданылмайды. Тек қана біріншінде мүмкін айыппұл қолданса, келесі жыл бас бостандығынан қамақ түрі айыру қолданылады. Сондай әрекеттер жасайтын болсам, ол кезде мүмкін бұндай ұрып соғулар азаяр еді. Тыйылар еді десек те болады. Өйткені мен көріп жүрмін тәжірибемізде бір-екі осындай әйел азаматшалар көп жылап еңіреп, осы таяқ жегенін айтып, жүйелі түрде таяқ жеп тұратынын айтқаннан кейін біздер осылай кеңес беріп, бір рет кішкене ескерту жасау мақсатында 102 шақырып арызданатын болсаң, оған сондай шара қолданатын келесі жолы қайталанбайды деген сияқты істеп көр деген ұсыныстар айтқам, істеп көрген жасаған, бірақ арты жаңағыдай дұрысталып, одан кейін ұрмайтын болып, жаңағы 102 шақыру мүмкін деген ол адамда сондай ой болып деген, өткенде мен 15 сот қамады ғой, тағы сондай қамапсар деген сияқты адамда ой болады, содан кейін ұрып соғудан кішкене тыйылады. Осындайды айтып келген азаматшаларды көріп жүрмін. Сондықтан әйел азаматшаларға мен негізі айтқым келеді, өздерінің құқықтарыңызды қорғаңыздар. Егер ұрып соғу фактісі болатын болса, міндетті түрде 102 шақырып, арнайы арыздарын түсіріп, міндетті түрде сот медициналық сараптамадан өтіп алу керек.
Жарақатының дәрежесін анықтап, содан кейін әкімшілік хаттама толтыру арқылы қылмыстық жауапкершілікке тартылатын болса, онда алдағы уақытта жолдасыңыз келесі осындай қол көтеруден ада болады десек те болады. Сондықтан осындай нәрсені жалпы ескеру керек. Ол бір жаңағы бір-бірінің ерлі-зайыптының жаңағы неғылу емес, уже бірнеше рет уже қайталану болғаннан кейін уже осыған жайлап көшуге тура келеді. Өйткені ертең оның арты өліммен аяқталуы мүмкін. Мысалы, Құдай сақтағанда бұл қыздың мысалы көзіне қатты тиіп көзі ағып түссе не болар еді мысалы? Осыған мүгедек болып қалар еді мысалға да. Сол қате деген аяқ асты ғой. Сондықтан осындай жалпы ер азаматтарға қол көтермеуге, бір-бірін түсінуге, жаймен түсіндіріп айтуға тырысыңдар деп айтқым келеді. Қол көтеріп, ешкімді жеңіп, қазір заң қаталдады, баяғыдай әкімшілік құқық бұзу хаттама толтырылмайды, бірден қылмыс қозғалады қазір. Сондықтан осыны ескеру керек. Енді қазір бұл тақырып қоғамда көп талқыланып жатыр ғой, енді басыңыздан өтті бұл жағдай, Айғаным ханым, өзіңіз көрдіңіз. Бірақ қалай да болса, сондай бір мысалдарды келтірген кезде ер азаматтардың айтары әйел өзінің тілінен тапты дейді. Мен не істеймін басқа, егер де маған соған итермелеп тұрса, өзінің тілі ащы деген секілді қылып, шынымен де жаңағыдай сіздің мінезіңізді білмеймін ғой, тұрмыстық жаңа өмірде қандай екеніңізді, Асхат қандай, сіз қандайсыз білмеймін. Бірақ енді кекілжіңдер ұрыс керіс болған кезде сөз қайтару, қатты сөйлеу, я болмаса ер азаматтың намысына тиетіндей бір сондай бір дүниелер, жағдайлар болды ма? Жаңа өздері айтқандай тырнақшаның ішінде өзі тілеп алды деп айтатындай. Жоқ әлде өздігінен келіп ұрып соқпайды ғой, мысал үшін. Неден басталды сол жағдайлар? Көбіне бұл жерде айту керек, көбіне мен жаңа Асхатқа бұл жайден жай бір сөйлеу, дау шығару, өзі сол бір андай өзінің жаңа бір сөйлесең бірдеңені бәле қалам ба деп мен көбіне үндемейтінмін. Осы бір ұрыспай шәйшек екен, осы бір сөйлеп қалмаса екен деп сөйтіп бір қорқынышпен үреймен өмір сүргем. Бірақ мамасының осы біздің осы отбасылықта ашық мамасының араласуы көп болғаннан кейін мамасына жақпаған бірдеңе болса, ол маған ала ұртып ұруға дайын болатын. Ол біраз көбісі кейбірде айтылмағандар да бар. Прям шаштан сүйреп, ұрып, ондай болған ауылының өзінде. Бір оны себеп неден деп іздегенде артында мамасы тұрады, мамасына ұнамайды. Сондай нәрселерінде ұрыс кезде ұрыс шығарып отырады. Көздің де ұрылу, ол құрдан босқа емес, мамасының бір шай ішемін, шай дұрыс емес, сен магазинге барып кел деген бір мелочьтардан шығып кеткен, сол дау үлкен болып кеткен. Мамасы қой деген жоқ, ол мені жаңағы стол басында жүгіріп қуалап жүргендер, сондай мәселелер айтылмайды, бірақ сол мәселесінде соңында өзі кінәлі. Ешқандай бір сөйлеу, бірдеңені айту ондай мәселеде емес. Мен көбіне ол жерде үндемейтін, олар мені басып тастайтын, отырып 4 жыл бойы бетіп, осыны біз қалай сенеға өзімізді бағындырамыз деген мәселемен менің не көңілім ондайға ештеңе қарамай әрекеттерін жасаған. Қарап отырсам бір айқайлап сөйлеп ондай. Бірақ көбіне Асхат қалай жасады? Жаңағы бұны ашуландырайық, титығына тиік, бұған инен тыға берсек үндемей отыра бермейді. Соны бір әрекеттеріне өздері тиісіп алған әрекеттерін жасырып, видеоға түсіру арқылы жинап, баланы алып алайық осылай. Бұл өз тәртібін ашар, сөйлейді, бүйтеді, сөйтеді. Оға дейінгі өздерінің маған тиіскені, ұрғандарын көрсетпейді. Сол мәселеде жынды деп айтады ғой, жын ешқандай учетта тұрмайсың. Бұл неге социальный сетке мен байқамаппын бұның тірліктерін бәрін. Мен не үшін қойдым видеоны? Бұл баланы ұрып, өлімші ұрып отқаннан кейін мен бұны білмеппін, бұл дәрі ішеді екен. Сол себептен қойдым ғой деген сияқты біреудің аузына салып беріп отыр. Өзінің іс-әрекеті де бұл айтып жатқанның барлығы. Ешқандай учетта тұрмайсың, өзің сау болып барасың ол жерге. Өз авариядан ұшырағаннан кейін соның көңіліне қарап, соның ырқына жығылып, жаным ашып жүрсек, бұл өзініңдегі болған өзінің психикалық ауытқуларын маған жауып, бұл балаға қауіпті деп бұл жынды деп солай көрсетпек болды. Мен айтқым келеді елге де болса, ешқандай учетта тұрмаймын, ешқандай сотта да осылай дәлелменен сөйлеп, осындай қағаздарын алып келіп, себебі маған да жаныма батты. Біреудің қызын алып, баласын баламды бағып отқан, мені жынды көріп, бәрі осындай сұмдық деген. Әрине ол жерде ашуланғанда біреу сен ұрып атса, ұра берші деп отырмайсың ғой. Ашуланасың, өзіңді қорғаған келеді. Ол мәселелерді кесіп тастап,
бұл жынды айқайлап жатыр деген сияқты. Ол видеоны қойған мәселеде өзі де көрсете алмайды, себебі өзінің видеода мені жаңа аяқ киіммен ұрған кезде неге ұрасың, неге деген сондай бір видеода бар айтылғандар. Оның бәрін ол көрсетпейді, себебі қорқады, өзінің іс-әрекеті дұрыс емес болыпты. Соған жеткізіп тұр. Оны жасамаса болар еді. Тілеужан аға, сізге сұрақ, заңға қайшы емес па камера орнату, сыртынан түсіріп алу, одан кейін жаңағыдай сотқа жүгінетін болса өзіне ғана пайдалы, өзіне ғана керекті дәлелдерді көрсету? Енді ол заңға қайшы емес. Мысалы үйге бейнетаспа қою, ол мысалы баланың да қауіпсіздігіне кейбір адамдар қоятын. Мысалы үйге бала күтуші алады ғой, мысалы соған қарап отыруға, немесе бала бірдеңе сүрініп қалып қалса, ертең может біреуге итеріп жіберді ме, әлде өзі құлап қалды ма, сондай жағдайды көру үшін негізі ондай қоя береді, ондай кедергі жоқ. Бірақ енді отбасын, әйелін тексеру, оның не істеп жүр, не қылу, ұят нәрсе сияқты меніңше. Өйткені мына жерде ол ана болғаннан кейін ол балаға анасы кішкене тәртіпке келтіру үшін ұрса алмаса, ол кішкене қайтарып қоймаса, ол бала ода тұрған ештеңе жоқ. Бәріміз солай өстік қой. Одан жаман болған жоқпыз. Енді оны анасы сөйлей алмаса, ана камера тұр, мен сөйлесем, камера түсіп қалам деп. Әкесі азаннан кейін ол екі бастан жаңа неде жүрсе, ол баланың тәрбиесі кім айналысады сонда? Ол деген барып тұрған енді ұят нәрсе ол. Сосын мен кімді Асхатты айтқым келеді. Негізі мына қазір енді жаңа дұрыс қойдың, жаңа бір адамнан болмайды, екі адамнан деп. Бұл қыздың да әбден осындай несіне жынына тиіп ашындырған ғой, тілін шығарған. Содан кейін мүмкін сөйлеуге дейін әкеліп, жаңағы анасының негізі кейбір аналарды мен байқаймын, балаларын қызғанады. Әйелінен қызғанатын отбасыларды мен байқадым, мен өткен тәжірибемді көрем. Анау баласының қасына дейін жатуға дейін баратын аналар да бар, әйелі болып тұрса да. Өйткені баласын қимайды ана басқа әйелге. Сондай нәрсе, сондай аналар. Мүмкін сондай бір қызғаныш бар ма екен, білмеймін енді. Баласын жаңағы, баласы да соны айтқаннан шыға алмайтыны. Бұл енді меніңше Асхат көз ашық адам, мүмкін анасы түсіндіріп айту керек еді. Мына жерде ол бірінші отбасы емес қой, бұл уже екінші отбасы, үшіншісін құрып алды. Ол деген не деген сөз? Ол уже оған үйреншікті жағдай. Ол өзі үйреніп алды соған. Оны әйел ауыстыру деген оған бір қиын емес. Өйткені бала бар ау, ертең баланың тағдыры не, онда алаңдап тұрған жоқ. Ол уже жүйелі түрде мүмкін анасы да сондай ұсынса, ал бұндай әйелден құтыл, басқасынан не көп, сен оған бәріне лайықсың деп күнде үгіттеп отыр ма? Мүмкін баланың өзі де анасы жамандай бергесін, сондай неге жетіп неғып отыр ма, білмейміз ғой енді. Бірақ мен айтқым келгені, адам уже бірінші неке бұзылғаннан кейін келесі некеде уже соның некені сақтап қалуға әрекет жасау керек қой. Анасының тарапынан әйелімен келіспеушілік болса, анасына да кішкене түсіндіріп айтуға, енді анасына да айтса, енді кішкене талаптарын қатты шығар, талап көп қоятын шығарсың, кішкене талаптарыңды азайтуға тырыс. Ана менді қайта ажыраса берген жақсы ма, немереңнің жырақта қалғаны жақсы ма, жырақта өскені жақсы ма, осы жағында кішкене ескерші, мен де сағынамын өзімнің баламды деген сияқты осындай нәрселер анасына түсіндіруде айтуға болады ғой. Сол кезде барып мүмкін анасы тоқталымға келер. Өйткені мына көп отбасыда да осындай аналарының араласуы, жүйелі түрде араласуы отбасын бұзуға келіп соғады. Сондықтан қазір айтып отқан анасымен тіл табыса алмаған салдары жаңағы әй-шәй жоқ келіп күйеуі ұрып, сен анама тіл тигіздің деген сияқты, сөз қайтардың деген сияқты, мысалы ұрып соғу. Осының барлығы айналып келгенде сондай бір ана мен баланың арасында бір жаңағы баласын қызғанышы ма деп ойлаймын анасының. Одан кейін екінші мәселе, мына Асхаттың да мына қазірдің өзінде ажыраса басқа отбасын құрғанына қарағанда, ол басқа біреуді ұнатып қалып, мына отбасыдан құтылу үшін күнде бір сылтау іздеп, ұрыс шығарып, сондай бір бәлек іздеген адам сияқты. Болады ғой, мысалы, мен уже басқа біреуді ұнатып қалдым, басқа біреуді алуым керек, енді мына семьяны не істеймін? Ажырасу үшін себеп керек. Сол үшін бір жаңа тырнақ астынан кіріздеп, күнде ұрыс жанжал әбден сондайға жеткізіп, ең соңында ұрысып, біз тұра алмаймыз әрі қарай деген сияқты, бұзып, қайтадан дайын тұрған уже келесі несін алып, ол сондай үйреніп кеткен сияқты. Сіз ондай жағдайға сондай мағынада жасауы да мүмкін. Байқадыңыз ба? Мысалы, сіз тұрмыста болған кезде айттыңыз ғой, арамыз суып кетті дедіңіз. Сіз баламен отырдыңыз, кәдімгідей ер азамат пен әйел адамның ортасында тіпті жылы әңгіме айту, тыныш қана отырып тамақ шайшу болмайтын деп айттыңыз сіз сұхбатыңызда. Сол кезде бәрібір әйел адам сезеді ғой, интуиция бар, байқайсың іс-әрекетінен, сөзінен деген сияқты. Сіз жаңағы Тілеужан аға айтқан сияқты ойлап көрмедіңіз ба? Мүмкін сіздердің әңгімелеріңіз жараспағанның бірден бір себебі тағы да мүмкін қазіргі, мүмкін басқа әйелдің бар болуына байланысты емес пе?
Мен оны кейін естідім. Мен ажырасып кеткен соң тек жаңа бала жөнінен болды. Біздің ұрыс тұра алмауымыздың себебі неде дейміз ғой, не үшін ажырастық дегенде сол жылулық болмаған, ешқандай. Бір жылы сөз айтса соның өзіне зәру болдым деп айтқаным бар. Шынымен де бәрі жақсы болады деген, ол қиын емес. Өлем сүйем күйем сөз емес. Бәрі жақсы болады деген сөздің өзін аяған адам кейін естіп жатырмын. Мен 2019-да жаңа қазіргі әйелмен сөйлесіп, көңіл жарасып жүрген екен. Оған мен кейін сосын басымды қатырмадым, себебі бұл жерде менде үлкен дау, бала болғаннан кейін жөнмен кете берсін дедім. Басымды ауыртпадым ондай нәрсеге. Сондай бірдеңе болуы мүмкін да, адам себепсіз жанжал шығарып болмайтын нәрсеге ұрып соғу, ол не үшін? Ол кету керек, жаңасын алу керек. Уже уақыты келді деген сияқты. Болады ғой. Ол жүйелі түрде соған қалыптасып алды да. Сондықтан мен ойлаймын, бұл кім айғанынан бола қоймайды, өйткені көбінесе ана ер азамат сондай жаңағы басқа тағы да неке жаңғыртқысы келіп, сондай ниетпен қасақана жасалған бір ұрыс жанжал шығар деп. Сол үшін осындай қадамға бар. Өйткені адам бар ғой, ана бір әйел алады, ол ана әйелді андай дейді, екінші әйелді мындай дейді, үшінші әйел мындай, ең соңында айтады, бәрі қатерінің бәрі өзімнен екен деп. Әйелді кінәлай беріппін ғой деп. Сол сияқты міне үшінші әйелді дайын тұр, бірден ала салған, ол мен тұрып жатыр, одан ұрпақ сүйіп жатыр. Сол мен ойлаймын, оның барлығы уже ол соны әдетке айналдырған сияқты. Содан болып жатқан жағдай. Менің сөзімнің арасына кірістіріп жібересіздер ме? Айта беріңіз. Жаңа айттым ғой, камера қойылған анамды деп, соны бір несін айтқым келеді. Астарлы ақиқатты өзі жүргізуші болған кейін осы жақында ғана естіп, астарлы ақиқатты жүргізуші болғаннан кейін мен қарамайтынмын, көбісі маған жібергеннен кейін өзінің іс-әрекетіне жаңағы жүргізіп жатқан программа қарама-қайшы. Бір кездері қарап қалсам, жаңағы бір қызбен енесі мен қыздың жаңағы келін мен ененің арасындағы дауда бір-бірін жаңа камераға түсіргені бар екен. Бұл осы уақытқа дейін мен камераны түсіру деген 5 жыл бойы бұл жинаған ғой камераны. Неге ол солай жасап жүр? Өзіне мәлім ғой. Кейін соңына қарай менде бір қорғаныш болсын деп мен де түсіргенім бар. Бірақ соңында Асхаттың сөзі бар да, сол жерде айтқан тым ұят, сол бағдарламада бір қыз сұрақ қояды ғой, неге осы камераны түсіріп жүрдіңіз, бір-бірлеріңізде дұрыс емес қой дегенде Асхат жауабы бар сол жерде. Біреудің сыртынан түсіру, камера түсіру бұл әдепсіз ғой деп. Сонда өзінің сөзіне қарама-қайшы да мені осы уақытқа жинап түсіріп алып, ол не мақсатпен қолданбақ болды? Сол мәселені өте ұят, өзінің отанына былығып жатқан бағдарламасының өзінің іс-әрекетіне қарама-қайшы нәрсе болып жатыр. Әрине, ол енді дұрыс емес қой ол деген. Мысалы, жұртқа ақыл айту үшін өзің бірінші өзің жөнде дейді ғой. Қазір ана жерде бағдарлама тұрып, сыртынан қараған адам Асхат сондай инабатты, ибалы, тәрбиелі отбасынан шыққан ұл деп ойлайды. Өзінің отбасы мынандай болып жатқаннан кейін кімге ақыл айтасың? Сондықтан адам, ер азамат бірінші кезекте өзін жөндеу керек, өзін қалыптастыру керек. Мына отбасы деген нәрсені ол оншық көрмеу керек. Ол отбасыда тәрбиеленіп жатқан баланың тағдырын, ол қазір білінбейді жастықпен. Ертең ол бала деген толыққанды әкенің тәрбиесін алмаса, ананың тәрбиесін толық алмаса, толыққанды білім алмаса, қосымша білімдер курстарға қатысып, ондай алмаса, ертең ол баласы білімі де нашарлайды, сауаты да нашарлайды, тәрбиесі де бұзылады. Киген киімінің өзі де ертең мысалы тұрақты қазір енді жастар білесің, бір әдемі киім кигісі келеді, алайын десе бұл анасы бала тамақ тауып беруі мұңғай қылып жатса, оны алып бере алмай жатса, оның мысалы жаңағы ескі киімдер киіп жүрсе, соның кішкене ер азамат соның бәрін ойлау керек қой. Ертең ол қартаймай ма ол жігіт, ертең ол да шал болады, ол да ата болады. Сол кезде осыны аузына су тамызатын ұрпақтары ғой артынан келіп. Сол жақтарын ескеру керек деп ойлаймын. Негізі мына Асхаттың қазір егер осыны көріп отқан болса, әлде де кеш емес, мен айтқым келеді. Мына балаларды үймен қамтамасыз жасау керек. Бірінші үшін. Өзіңнің ұрпағыңды қаңғытып қойып, өзің патшадай болып, онда үйде жатпай-ақ қой. Есің барда, мына ұрпағыңды үймен қамтамасыз жасап, бір отбасыма енді сіз бұл аманаттап алдың ба қызды кезінде? Аманатқа қиянат жасамау керек. Үймен қамтамасыз жаса, балалардың жағдайын жаса, ана қосымша сабақтарға қатысу керек, қосымша кружоктарға қатысу керек. Мысалы, жас балалар бос жүрмеу керек қазір деген неше түрлі нелер шығып жатыр қазір. Карате бар, үйірмелер бар, музыка аппарат бар деген. Бәрі бала сондай бәріне қатысу керек қой, бос жүрмеу керек. Сондықтан осындай жағына өзі қадағалап алып көмек беру керек.
сол нәрсені мен айтқым келеді. Жұртқа ақыл айтпай, өзіңнің ұрпағыңды, өзіңнің отбасыңды жаңағы әйеліме өкпеледім деп, жаңағы қазақта бар ғой, бетке өкпеледім де тонымды өртеме деген бар ғой. Сол сияқты әйеліңмен кішкене ренжісіп бәлтектеп, баланы қаңғытып жіберуге, немесе жаңағы біреудің босағасында сығалап тұруға, жәутеңдетіп қоюға, ондайға жол берме деп айтқым келеді. Өйткені баланың жағдайын жасау керек. Мен ойлаймын, енді бұл сұхбатты Асхат көре ме екен, көрмей ме екен, енді өзі көрмесе де басқа кісілер көріп жеткізер осы жерде айтылған әңгімені. Бірақ енді Тілеужан аға да айтып жатыр ғой, үндеу ретінде Асхатқа егер де көріп жатқан болсаң, осылай деген сияқты. Сіздер енді көп байланыспайды екенсіздер, кездеспейді екенсіздер. Дәл қазір елестетіп көріңіз, жай Асхаттың алдында тұрған секілдісіз. Оған айтар қандай ойыңыз бар? Мен айтқым келеді, балаға бұлай жасап, баланың жағдайын жасау жағынан тегі бір содан бір бас тартып жатсаң да маған тыныштық бер. Баланы мен өзім өсіріп жатырмын. Тыныштық бер, сотқа сөйлей берме, біз өз өмірімізді өмір сүрейік. Егер сен балаға көңіл бөлемін, сен маған рұқсатыңды бер, мен көңіл бөлемін, баланың мектебін жасаймын, бала білімді болсын десең, мархабат, ешқандай бізде қарсылық жоқ. Бірақ баланы анда сүйреп, мұнда сүйреп, мен баланы тағы да бір 10 жасында тағы да сотқа берем дегенде әурешілік жасамаса екен деймін. Соттан гөрі кішкене ақылыңды қосып, бала үшін дос болып, баланың жағдайын көбірек ойласа екен деймін. Сол жағынан сұраймын. Осыдан бір сондай осы жағдайдың тақырыбын бәрін осы нәрсемен жапқым келеді. Тыныштық берсе, адам сияқты өмір сүруге, баланың мүддесін көбірек ойласа деймін. Ерегістен ештеңе ұтпайтынымызды айтқым келеді. Енді осы жерде айта кетейін, Тілеужан аға, сізге көп рахмет. Алдымен осылай байланысқа шығып, өзіңізден айттыңыз, менде қолдан келгенше көмектескім келеді дедіңіз. Бұл жерде жаңа біреуді қаралау, Асхат осындай екен, мынандай екен емес, барлығымызға ортақ заң бір. Әрине, енді біз әйел адамның құқығын қорғауға тырысамыз, ортада бала бар деген сияқты. Енді сіз адвокат, мықты маман болғаннан кейін, қазіргі кезде кезекті қадамдарыңыз қандай болмақ? Енді қазір біз тұрақты түрде жаңа немізді сұрауларымыз жібердік. Жеке сот орындаушыға да жібердік. Қазір қандай табыс көзі бар екенін, және де берешек қарыздары бар ма, тағы да жалпы қандай жұмыстар атқарылып жатқанын анықтау мақсатында жібердік. Одан кейін жаңағы өзі айтып кеткендей ортақ мүліктеріміз бар деді ғой. Сол мүлікті анықтау мақсатында арнайы департаментке мүлікке қазір уақытта ол мүлік кімге тиесілі, қай уақытта кімнен сатып алынды, ол мүлік қалай пайда болды, соның барлығын қазір анықтап жатырмыз. Олардың барлығын ақпарат бізге келгеннен кейін сұрауымыз бойынша одан кейін материал сотқа дайындаймыз. Сот арқылы соттасып, мүмкін сот барысында бітімгершілік келісім келіп жатса келгені, немесе оған дейін де өзі де әрекет жасап жаңағы үймен қамтамасыз жасағаны, жасамаса ары қарай соттасып өзінің жаңағы ортақ үлесін алуды даулаймыз. Соттасамыз, сол сот арқылы сот ары қарай өзінің шешімін шығарар деп ойлаймыз. Сіздің қандай да бір қосар өтініш ұсынысыңыз бар ма? Менің осы айтқым келгені, сіздерге бір үлкен рахмет айтамын. Себебі бірінші сұхбат шыққан кезде сіз бірінші болып суырылып, ешкімнен қорықпай парақшаңызға салып, мені қолдау жасадыңыз. Сізге үлкен рахмет, сізге де рахмет. Менің ісімнің барлығын алып қарастырып жатқандарыңызға. Жаңа айтқым келгені, көбісі Асхаттың қасындағы жүрген әріптестері бар. Бәрі біліп отырса да, көбісі үндемей отыра берді. Кейбіреуіне таң қалдым. Ол жерде сол кезде бір шу шыққан кезде үшке бөлініп те кетті. Кейбір ағалар бар, журналист саласында жүрген өзімнің ағам бар, Жарас. Барлығы қолдау жағын көріп отырдым. Көмектесіп, журналист болып жоғарыда жүргендерге рахметімді айтамын. Және халыққа көбісі қолдау білдіріп, мен жағыма шығып жатқандарына, шындық үшін шырылдап жатқандарына көп рахмет айтамын. Енді барлығы оңынан болсын, дұрыс шешілсін деп тілейміз. Келесі кездесуіміз Алла қаласа жақсы жаңалықтармен болсын. Тілеужан мырза, сізге де көп рахмет, уақыт тауып, көңіл бөліп, әйтеуір сол іспен айналысып жатсыз. Жанымыз ашығаннан, әйел адамбыз ғой барлығымызда. Сіз ер азамат болсаңыз да, енді осы саланың мықты маманы болғаннан кейін, кәсібилігіңіз бір төбе болғаннан кейін, өзіңізде жан ашып Айғаным ханыммен хабарласып, ісін қолға алып жатсыз ғой, енді соңына дейін жеткіземіз деген ойдамын.
толыққанды отбасыда өсіп жатса да, тек әкесі немесе тек анасы тәрбиелеп жатса да, кез келген баланың бақытты балалық шағы болу керек. Ешкімге ренжімейтіндей, сенің әкең осындай, сенің шешең осындай деген әңгіме болмау керек. Ертең ол да өсетін тұлға ғой, ертең ол да Алла қаласа отбасын құрады, бала шағасын тәрбиелейді деген сияқты көз алдында тек қана жақсы мысалдар болу керек. Кім біледі, мүмкін уақыт өте келе барлығы дұрысталғаннан кейін бұл сұхбатты да біз ютубтан алып тастайтын шығармыз. Керек те емес ол. Кейін балаға да бетіне басып, сен бүйтіп едің, сен әкең бүйтті, сенің шешең бүйтті деген сияқты. Бірақ қазіргі жағдайда айтпасқа болмады. Енді қолдан келгенше сізге көмек көрсетуге тырысамыз. Әлі де келесі кезекте барлығы жақсы шешілсін деген оймен Айғаным сізге көп рахмет айтқым келеді. Шынайы ойыңызды, пікіріңізді айтқаныңыз үшін, сіз уақытыңызды бөлгеніңіз үшін. Енді Алла қаласа жақсы күндерде жолығайық. Сіздерге де, құрметті көрермендер, көп рахмет. Бұл бағдарламаны шығарылымды көргендеріңіз үшін, бәлкім бүгін айтылған ақпарат сіздердің де пайдаларыңызға жарап қалар деген сенімдемін. Сіздермен бірге болған мен, Анна Данченко және Айғаным Болатқызы және Тілеужан Кішкенебаев. Келесі кездескенше аман болыңыздар.